2024 қалай болды және 2025 қалай болады, осы тақырыптың төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз сіздерге. Мен оның алдында алтымен өте көп трейд жасайтынмын. 2025-те бізді не күтіп тұр? Егер де сіздің сауда жасап жатқан инструментіңіз историялық бағадан асып кететін болса, Украина-Ресей соғысына байланысты бізде нарық өзгерді. 2 аптаның өзінде біз плюс 200% жасадық. Трейдингте не өзгерістер болуы мүмкін? Бізде криптовалюта ақыры дегенде өзінің арманына жетті ғой. $100,000 асты. Құласа құлағаннан пайда көреміз, өссе өскеннен пайда көреміз. Трейдинг саласына жасанды интеллект келуі мүмкін ба 2025-те? Сынақ бізді сындыру үшін келмейді ғой. Нарықтағы тұрақсыздық кезінде өзіміздің рисктарымызды қалай басқарсақ болады? Ресторанда кальян шегіп отырып трейд жасау мүмкін емес. 120 сабақ бар ғой. 120 сабақ бар, соның екіншісін өтіп жатқан кезде Сигналдарға көзқарастарыңыз қалай? Түптің түбінде риск сақталмайтын болса. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біздің 2024 жылдың біздің YouTube арнамыздағы соңғы подкастымыз. Алдыңғы уақыттарда бізде 2 подкаст шыққан болатын. Сонымен осы подкастымызды 3-ші подкаст қылып қорытындылап, жалпы бұл подкастта бізде 2024-те не болды, 2025-те не болуы мүмкін деген сияқты тақырыптар және де өте жақсы жаңалықтар мен жақсы ақпараттар мен сіздерге пайдалы болатын білімдермен бөліскіміз келіп отыр. Енді подкаст өте қызықты болатынына сенімдімін. Ал бүгінгі біздің подкастымызде қонақта менің әріптесім Нұржігіт Октябрьұлы. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Нұрбол Қалымбек арнасының көрермендері. Есімім Нұржігіт, Нұрбол мырзаның серіктесімін, Ризық Академияның негізін қалаушыларымыз. 4 жылдық тәжірибесі бар, кәсіпкер продюсермін. Және де бүгін бізде подкастта тағы 2 қонағымыз бар. Ол кісілер біздің академияның мүшелері, бізбен бірге жұмыс жасап жатқан кісілер. Сол жағымызда отырған кісі ол Жекей мырза. Жекей мырза біздің академиямыздың менторы, және де Самғар мырза. Бұл кісі де біздің академиямыздың менторы. Бұл екеуі де өте мықты білікті трейдерлер. Қазір осы 4 адам болып 2024 қалай болды және 2025 қалай болады, осы тақырыптың төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз сіздерге. Ескертетін момент, алдыңғы подкастта біз 2 кісіге сыйлық ұсынған болатынбыз, яғни 2 подкастымыздың соңында айттық, жақсы ойлармен бөліскен адамдарға сыйлық жасаймыз деп. Дәл қазір сол сыйлықтармен кімдер алатын жеңімпаздарын бөліскім келіп тұр. Ең бірінші подкасттан Махам Пулатов деген кісі бар. Сол кісіге біз Нұрбол мырзаның консультациясын сыйлыққа береміз, консультациясын сыйлыққа береміз. Одан кейін екінші подкасттан Әйгерім Абжаппарова деген кісіге біз трейдингке байланысты Александр Герчик деген мырзаның кітабын сыйлыққа береміз. Сол кісілерге енді сыйлықтары пайдалы болады деп ойлаймыз, қайырлы болады деп ойлаймыз. Және де осы подкастты да соңына дейін көріңіздер. Бұл подкасттың соңына дейін көрген адамдар үшін де осы подкастта сыйлық дайындап қойдық. Ал енді бастайық әңгімемізді. Бисмилля. Бірінші тақырып 2024 қалай болды? Жалпы трейдингте қандай қызықтар болды, қандай жағдайлар болды, жалпы трейдингте әсер еткен, сіздердің өздеріңіздің өмірлеріңізге әсер еткен, жалпы қандай жағдайлар болды? 2024-теріңіз қалай басталды? Мен бастайын. 2024 бізде енді өте қиын жылдардың бірі болған шығар. Өйткені бізде жалпы әлемдік экономика бойынша әлемдік жағдайларға байланысты, мысалға соғыс ушыққан кез болды, инфляцияның ушыққан кезі болды. Енді өзімнің өмірімнен алып кететін болсам, 2024-тің басында мен бастапқы айларында мен Дубайда болдым. Сол жақта отбасыммен, сол жақта біраз айларға тұруға шешіп, сол жақта тұрып, сол жақта демалып қайтқан болатынбыз. Сөйтіп қайтадан Қазақстанға оралдық. Енді жылдың басында трейд өте жақсы болды, өте идеальный болды. Жалпы 2020-2024 жалпы нарықтың жылдың басында енді адам андай болады ғой, бір белгілі бір мақсат қойып, бірдеңе бастайтын жылдың басы сондай кезеңде, өскісі келетін. Сол сияқты нарықта сондай бір не жасайды да, қозғалыс береді да. Сөйтіп 2024-тің басында Қазақстанға келдік. Сол кезде өте бір қатты өзгеріс болған бізде осы алтын нарығында болды. Өйткені мен оның алдында алтынмен өте көп трейд жасайтынмын. Күнделікті саудамның 99% десек те болады, алтынмен сауда жасайтынмын. 2024-тің 8 мартында өте қатты есімде қалған. Тура 8 мартта сағат 23:00-ден кейін өте қатты өсіп кеткен болатын алтын. Негізінде
қанша жыл бойы 2000 деген бағадан аса алмай жүрген. Сөйтіп содан асып қазіргі таңда уже 2500-600 сол шамасында жүр. Ары қарай уже жалпы ескерте кететін нәрсе, егер де сіздің сауда жасап жатқан инструментіңіз историялық бағадан асып кететін болса, онда қиындау болады. Өйткені сіз білмейсіз қай жерде қандай жағдайлар болуы мүмкін. Сөйтіп алтынмен қазір сәтте енді кішкене сауда ақырындап қалды, өйткені өте қиын болып кетті, шын айту керек. Бір қосып жіберсем бола ма? Мысалы сіз айтып жатсыз да, егер де бір инструмент өзінің исторический, яғни тарихи бағасын бұзатын болса, ол инструментпен жұмыс жасау сәл қиын болады деп ше. Ол тек қана алтынға емес, барлық инструменттерге байланысты ғой. Мысалы доллардың бағасы тарихта болмаған ең үлкен бағаға жетсе, мысалы қазір 500 болып тұр да, 700-ге жетсе, одан кейін ол қиын болып қалады. Не себепті қиын болады? Өйткені мысалға сіз білмейсіз да, мысал ретінде біз анализ қалай жасаймыз белгілі бір инструментке, ол өтіп кеткен баға бар ғой, бұрын болып кеткен бағаға қарап, сол бағаларда қандай реакциялар болды, соларды ескере отырып, біз осы бағадан сатып алады адамдар, осы бағадан сатады деп айта аламыз да. Ал егер де ол бұрын соңды болып көрмеген бағада болатын болса, біз білмейміз. Қай жерге барып өсіп, қай жерге тоқтайды, қай жерден сатып аламыз, қай жерден сатамыз білмейміз. Сондықтан лучше ол кезде күткен дұрысырақ болады да. Жақсы. Жылыңыздың басы Дубайда басталды. Дубайда жаныңызда бір адамдар болды ма, или өзіңіз бірге жүрдіңіз ба? Өзім әйелім болды, және Самғар мырзамен Дубайда жүріп трейд жасадыңыз ба? Трейд жасадық, одан кейін жоба бастадық, сонымен өте жақсы жаңағы марафон бастағанбыз біз. Сөйтіп белгілі бір суммадан бастап жасаймыз деген бастадық, сонымен адамдар уже қосылып, командамызға қосылып бастап жасадық. Сол кездегі рекорд, енді Дубайдағы трейдингте ең маңыздысы адамның состояниясы ғой. Адам состояниясы мықты болса, саудасы да өте керемет болады да. Сөйтіп Дубайда кәдімгі күшті атмосферамен, енді Қазақстан суық қой, ол жақта жылы, жақсы атмосферамен жасап жүрдік. Алғашқы апта, екі аптаның өзінде біз плюс 200% жасадық. $500 бастадық. Біздің командаға қосылып бірге жасаған кісілер, жаңа марафонға жасаған кісілер, барлығы мен мына жерден аш, мына жерден жап, мынандай анализбен кіреміз, мынандай анализбен шығамыз деген барлығын айтып отырдым. Сөйтіп рискті былай сақтаймыз деп. Сөйтіп алғашқы 2 аптада біз плюс $500-дан бастадық өзі. $500-дан $1,500 жеткізіп тастадық. Ол кісілер уже өздерін былайша айтқан кезде марафонға кіру ақысы бар ғой. Соны уже 2 аптаның ішінде уже ақтап тастады. Так, мынандай анықтайтын сұрақ қойғым келіп тұр да. Жаңа айттыңыз да, біз Дубайда жүрген кезде сондай рекордтық сделкалар жасадық деп. Локацияның өзгеруі, мысалы ше, Қазақстанда жасау мен Дубайда жасаудың қандай әсері бар жалпы? Мысалы, Жеке мырза, Самғар мырзаларға да қатысты, мысалы ше, Алматыда жүріп жаса не, ауылда жүріп жаса не, мысалы ше, бір ауа райы бір төмен, бір жағдай жаман жерде отырып жаса не, үйде отырып жаса не, офисте отырып жаса не, разница бар ма? Әсер ете ма ол нәрсе жұмысқа? Негізінде адам өзін қалай сезінеді, соған байланысты ше. Может, ол Дубайға барып өзін жаман сезіну мүмкін ғой адам. Может, ауылда жүріп өзін кайф сезіну мүмкін. Главное, орын емес, адам өзін қалай сезіне алады, солай. Ал Дубайда енді любой адам жақсы сезінеді деп ойлаймын өзінше. Шетелде любой адам жақсы сезінеді шығар өзін, демалып жүріп. Сіздерде қандай? Қоса кететін не болып тұр, енді әрине бұл жерде жаңағы ауылда жасаған мен қалада жасаған мен Дубайда жасаған, олар арасы бөлек нәрселер да. Мысалға қала мен Дубай екеуі, ол әрине біздің жұмыс тікелей жаңағы интернетқа, технический нелерге байланысты болғандықтан, мысалға ауылда жасаған кезде болады андай проблемалар, интернет арқылы. Мен басқалай проблема жоқ деп ойлаймын. Ал жұмыспен үйде отырып жасау ше? Ол әрине бөлек ол. Үйде сен жаңағы ойың бөлініп кетеді, шашырап кетеді әртүрлі нәрсеге. Офисқа келіп тек қана осы затқа фокус жасап жасаған кезде ол нәтижесі де басқаша болады ол кезде. Негізі жаңа Нұрбол мырза айтқан сияқты адамға да байланысты деп ойлаймын. Кейбір адамдар болады ғой, интроверттер үйде өзіне комфортный условияны создавать етіп тастаған. Мысалы Самғар бізде интроверт. Бізде бірінші назар аудару керек нәрсе ол уақыт белдеуі. Уақыт белдеуі сіз таңертең тұрған кезде қай сессияның уақытында түсіп жатсыз. Егер де сіз мысалы Азия елдерінде тұрсаңыз, сіздерге азиялық инструменттерді қолдануға мүмкін дұрыс болатын шығар. Басқасы маңызды емес. Сізге өзіңізге қалай ыңғайлы? Офисте жұмыс жасайтын орында жасаған ба, или разница жоқ па үйде жасасаңыз да? Үйде болған дұрыс деп ойлаймын, өйткені
әр адамның өзінің бір қолайлы ортасы болады. өзін комфорт сезіне алу. Қысым болмау керек. Значит, бұл жерде бір белгілі қатып қалған ереже жоқ. Кім өзін қай жерде удобно сезінеді, сол жерде жасаған дұрыс қой. Жақсы, керемет. Так, 2024 жыл тағы қандай өзгерістер болды, қандай нарыққа әсер ететін жаңағыдайлар, жаңалықтар болды? Сіздер айтып едіңіздер. Жеке мырза, 2024-іңіз қалай өтті сіздің? Мен 2024 жалпы мен енді өз өмірімді алып қарайтын болсақ, негізі үлкен қадамдар жасаған жылдар болды. Ол не үлкен қадам, жаңағы трейдерға негізгі карьерамды бастаған, осыны негізгі жұмыс ретінде алып қараған жыл болды негізі. Ол да жаңағы осы 24-тің екінші жартысында, иә. Сол кезде басталды. Енді бас жағына мен аса қатты не айта алмаймын, өйткені әрине ол кезде де қарадым, бірақ та андай қосымша бір қызықтап жүрдім да. Сол екінші жартысынан бастап осы Ризық академиясының курсын алып бастап, сонымен ары қарай негізгі жаңағы шешім қабылдап, негізгі жұмысым ретінде алғашқы қадам жасағам. Енді содан бастап жаңағы Нұрбол мырза айтты, алтын марттан бастап өсіп кеткен деп. Негізі сол екінші жартысынан да бастап өсті ғой, тоқтамай негізі. Полный жыл деп айтсақ болады. Алтынның өсуі жалғаса берді ары қарай. Әрине бұл тек қана өсу деген ол басты новичоктар үшін қиын болды, көптеген жаңағы минустар болды дегендей. Басқадай 24-те солай негізі мен үшін. Жақсы. Сізде қандай жағдайлар болды? 2024-те жалпы Украина-Ресей соғысына байланысты бізде нарық өзгерді. Сол нарықпен бірге бізге шыңдалдық. Көп адаптация өту керек болды. Әсіресе наурыздан бастап бізде валюта нарығында көптеген өзгерістер болды. Тиімсіз бағаның жетілуі сол сияқты. Бізде соған қарай бет бұру керек болдық. Соғыстың әсері қалай тиді? Долларға ма? Менің бір естуім бойынша ол андай Россияға берілген санкциялардың әсері Қазақстанға да әсер етті. Мысалы, FTMO деген бізде мықты проп-компания болды, сол жабылып қалды деген сияқты. Жалпы соғыс былай ғой, соғыс басталса болды, алтын өсіп кетеді. Не себепті? Өйткені алтын білесіздер, бұрыннан бері стабильный инвестицияның түрі да. Тұрақтылықтың белгісі. Сол себепті де адамдар соғыс кезінде уже басқа нәрсеге рисковать етпей, чисто алтынды стабильный ретінде алады да, сатып алып, соны өсіре береді. И одан кейін бізде осы жылдың аяғында, осы 2024-тің аяғында Трамп сайлау болды. Трамп жеңді. Енді бәріміз Трамптың жеңгенін қалаған шығармыз деп ойлаймын. Өйткені Трамп бір капиталист, соғысқа қарсы, соғысты тоқтатуға әрекет жасайтын адам, және де жалпы криптовалюта нарығына да қолдау білдіретін, жалпы экономиканың тұрақтылығына жақсы әсер ететін президенттердің бірі да. Трамп жеңгеннен кезде бізде криптовалюта ақыры дегенде өзінің арманына жетті ғой. $100,000 асты. 100,000 қазір потолы қанша барды? 108,000-ға дейін барды. Ал 2024-тің басында биткоин қанша еді? $19,000, $16,000 дейін. $16,000 дейін түсті айтпақшы. $16,000 дейін түсіп, одан содан көтерілді. Содан көтеріліп, қазіргі таңда сол 90,000-нан жоғары жүр. Вот ескеретін нәрсе былай болды. Соғыс ушыққан кезде алтын өсті. Трамп келген кезде Трамптың негізгі ұстанатын не болды? Соғыс тоқтату болды. Вот сол кезде қайтадан алтын құлаған болатын. Одан бір момент болды, Қытай тоже алтын нарығынан шығамыз деген кезде тоже құлаған болатын. Одан кейін қайтадан соғыс ушығып кеткен кезде қайтадан өсіп кетті алтын. Одан кейін қайтадан Трамп мен шешемін деген нәрсені қайтадан қолға алған кезде алтын қайтадан құлап бастады. Солай болды. Доллар қалай көтеріліп кетті? Доллар сол Трамптан кейін де тоже көтеріліп кетті ғой. Трамптың әсері бар ғой оған. Плюс бізде енді жаңалықтар бар, процентный ставка деген нәрсе бар, инфляция деген нәрсе бар, соған байланысты доллар өсіп кетті. Қосымша айта кететін бір зат жалпы. Мысалға соғыста жаңа Нұрбол мырза алтынды айтып жатыр, бірақ ол не только алтын, негізі металдар, мұнайлар да өсіп кетеді. Қосымша айта кететін, мұнаймен жасайтын адамдар болып жатса, егер білетін шығар, мұнайлар өсіп кетеді, күміс өсіп кетеді дегендей. Сол металдық заттар негізі соғыстың өсіп кете береді. Вот ескеретін нәрсе, қазір бізді трейдерлер қарап отырса, өмірде бір, әлемде бір кризисті жағдайлар болса, соғыстар болса, в основном шикізаттар өсуге құмар болады. Қандай инструменттер құлауы мүмкін сондай бір кризистік моменттер болған кезде? Негізі доллар құлайды ғой. Доллар құлайды ғой, соғыстың кезінде, кризистік сәттерде. Доллар құлайды. Енді әр қалай инвесторлар былайша айтқан кезде қалай не жасайды? Инвесторлар деген кім олар? Крупныйлар, банктер, мемлекет, қалай фондтар қалай реакция береді, соған байланысты болады ғой. Соған байланысты қарай жүреді. 2024-те енді өзіміздің Нұрбол мырза екеуміздің басымызда бір қызық жағдай болды.
біз инстаграмымыздан айырылып қалдық. 2024-ке шоу ретінде айтатын болсақ, бізде жаңа алаяқтар, мошенниктер, хакерлер инстаграмымызды жауып тастады, взломать етті, бұзып алды. Одан кейін ол қайтарып алу үшін ақша сұрады. Біз ол кісілерге бермедік. Сөйтіп біздің 15 мыңға жуық оқырманымыз бар. Инстаграм парақшамыз кетіп қалды. Бірақ барлығы хайыр өз орнымен. Соның арқасында біз осылай YouTube-қа көбірек көңіл бөле бастадық. Және де осындай керемет подкасттар түсіре бастадық. Алланың қалауымен. Керемет. Осымен былайынша 2024-тің тақырыбын жауып, ары қарай көше берсек болады. Негізі жақсы әңгімелер айтылды. 2025-ке көшсек. Құдай қаласа біз қазір осы желтоқсан айының соңында уже осы подкастты түсіріп отырмыз. Енді көретін адамдар 2025-ке дайындалады. 2025-те бізді не күтіп тұр? Нарықта қандай өзгерістер болуы мүмкін? Әлемде қандай өзгерістер болуы мүмкін? Трейдингте не әсер етуі мүмкін? Трейдингте не өзгерістер болуы мүмкін? Қандай жағдайлар болуы мүмкін? Қандай ойларыңыз бар? 2024 бізде именно акциялар нарығында қатты өсулер болды. Шын айту керек. Нақты пиктар болған моменттер болды ол кезде 2025-те. Енді именно акция нарығында да. 24-те ма? 24-те, қатты өсу болды. Өте жаңа бұрын соңды болып көрмеген бағаларға жеткен кездер болды. Енді мен өз ойым, жалпы бір нәрсе импульс, кез келген импульстан кейін міндетті түрде коррекция болады да. Менің ойым енді 2025-26 сол акциялар нарығында бір коррекция болуы мүмкін. Құлауы мүмкін. Вот инвестицияға бастағысы келіп жүрген кісілер болатын болса, акциямен айналысып жүрген кісілер болатын болса, мен өзім айтқым келетіні, егер де сіз ұзақ уақытқа портфель жинағыңыз келетін болса, дивидендный портфель жинағыңыз келетін болса, онда жаңағы пиковыйда тұрған акцияларды лучше күткен дұрыс та. Қарапайым нәрсе, мысалға, сіз любой нәрсені арзан алғыңыз келеді, ол дәл солай акцияда да қарапайым анализ. Сіз арзандаған кезде аласыз, яғни арзандаған кезде қалай көп, мысалға баға графика қараған кезде қай жерде үнемі тоқтап қалды, мысалға төменге түспей қойды, сол бағаларға келген кезде инвесторлар сатып алады, бағаны сол жерден көтереді. Сондай арзан бағаға келген кезде сатып алсаңыз болады. Яғни бізде 2025-те өз ойым, енді акциялар нарығында кішкене коррекция болуы мүмкін. Енді сіз былай кеңес беріп жатырсыз да бізде көрермендерге 2025 акцияларды сатып алуға болатын жақсы мүмкіндік деп. Бірақ күту керек. Күту керек. Тағы да қандай инструменттермен жұмыс жасаған 2025-те тиімдірек болады? Оны біздің менторларымыздан сұрайық. Енді тәжірибесі бар трейдерлардан Самғар мырза, Жеке мырза 2025 жылы қандай инструменттермен жұмыс жасаған тиімдірек болады, жақсырақ, табыстырақ болады? Егер инвестиция саласы болса, мүмкін жаңа металл, алтын және де криптовалюта нарығына кіріп кетсеңіздер болады деп ойлаймын. Өйткені олар өсіп жатқан деген сөз ол оңайлықпен құлай қоймайды да. Мүмкін өзіңізді қауіпсіздікте сезінетін шығарсыз. Бірақ мен өзім жеке валюта нарығында қала беремін. 2025-те менің ойымша ол немесе бірінші жартыжылдықта керемет болады да, екінші жартыжылдықта мүмкін қиналып қалуы мүмкін да. Немесе керісінше болуы мүмкін. Сол себепті адаптация өту керек бәрібір де. Бірақ осы 2024-тен кейінгі жағдайлардан кейін бұл реттеліп қалады деген ойдамын. Трамп келгеннен кейін ба? Доллар мүмкін түзелетін шығар. Негізі қатты қозғап жүрген сол соғыс болды ғой. Енді 2025-те Трамп келіп тынышталса жақсы болады деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша? Мен де енді біріншіден былай ойлаймын, мен жалпы қай инструмент ыңғайлы емес, бізге трейдингті қайсысымен жасағанда да бізге пайдалы да, құласа құлағаннан пайда көреміз, өссе өскеннен пайда көреміз. Біздің басты жасайтын нәрсеміз өзіміздің біліміміз да. Білімімізді дамыта берсек, қандай ситуациядан да, қандай инструменттен да пайда көре аламыз. И плюс қоса кететін жаңағы Самғар мырза айтып отыр ғой, енді металлдарға деп. Менің ойым қарама қарсы негізінен. Өйткені жаңағы доллар бізде Трамп капиталист дедік қой, келсе ол доллар өседі, бизнестер дамиды. Бизнестер дамығаннан кейін акцияның несі өсіп бастайды деп ойлаймын, өз ойым. И ары қарай жаңағы соғыстарға ешқандай қолдау көрсетпесе, демек алтындарды ары қарай өсетіндей себеп қалмайды. Сол себепті де жаңағы. Жақсы ой. Жеке мырзаның бір айтқан сөзін алып қалды жаңа. Бізде разница жоқ, біз өссе де түссе де табыс табамыз. Значит, трейдерлерге ештеңеден қорқудың қажеті жоқ қой, соғыс болады ау, құлайды ау, өседі ау деген нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Өйткені өссе лонг позициясына ашады, құласа шорт позициясына ашады, екі жақтан да табыс таба алатын адамдар ғой. Мысалы бизнеспен салыстырсақ та, бизнесіңіз құласа, бизнеспен бірге құлайсыз. Ал бұнда біз құласа да, өссе де табыс табуға болады. Бірақ та енді стабильный қозғалыс та тоже бізге жақсырақ болады.
тоже жаңағы соғыстың әсері ол әсер етеді бәрібір де. Может біз білмейміз да, аяқ астынан соғыс болса біз может лонгқа жоғары қарап отыруымыз мүмкін, соғыстың кесірінен ол құлап кетуі мүмкін деген сияқты да. Ондай моменттері бар, иә. Сосын мынандай бір қызық жағдаймен бөліскім келіп тұр. 2025-те не болуы мүмкін деген тақырыптың төңірегінде. 2024-те байқасаңыздар, Қазақстан нарығында трейдерлер шамалы көбейді. Мысалы, баяғыда 23, 22, 21-лерде саусақпен санарлық еді трейдерлердің саны. 2024 жылы әлде қайда көбейді трейдерлердің саны. Және алаяқтардың саны көбейді. Қазір робот, анау мынау деген сияқты нәрселер көбейді да. 2025-те қалай ойлайсыздар? Сондай псевдо трейдерлер, псевдо эксперттер, инфасығандар, алаяқтар, робот сатқыштар, сондай адамдар көбейеді ма? Өте көбейеді деп ойлаймын. Енді өзім бастаған жылы қазақ тілінде жоқ деуге де болады, ешкім ше. Қай жылы? 2019-20 жылдары ешкім жоқ. Нақты қазақша үйрететін ешкім жоқ болды. Енді қазір үйрететіндер де көп, үйренетіндер де көп. Бірақ бір носы бір-екі курс оқып, сонымен ары қарай үйретіп кететін кісілер көп болып жатыр, өкінішке орай. Сондай болып жатыр. Бірақ та енді мүмкін мықты алып кеткен шығар, мықты үйреніп кеткен шығар, бірақ та бәрібір де адам эксперт таңдайтын кезде оның біліміне бірінші кезекте мән берген дұрыс деп ойлаймын. Енді көбісі жаңағы дүниемен, жаңағы роскошпен, машинамен, үймен деп нетіп жатады. Ал бірақ та нағыз трейдер ол ондай нәрселерді көп көрсете бермейді негізінде. Ол нақты білімді, экспертностін көп көрсетеді. Соған қарай таңдау керек деп ойлаймын өзім. Роботтар бойынша ойларыңыз бар ма, ментор мырзалар? Роботқа менің айтатын комментариям жоқ. Пайдасы да жоқ, жалпы зияны да жоқ, егер қолданбасаңыз. Әрине, егер қолданбасаңыз зияны жоқ. Қолданатын болсаңыз, негізі пайдасынан көрі зияны өте көп нәрсе деп ойлаймын негізінен. Өйткені адам жаңағы біріншіден робот ешқандай өзінің сезімі жоқ нәрсе да, оның сезімі жаңағы соғыс болып жатқанын ол еске алмайды да ешқандай. Сондай жағдайлар болған кезде ол істемей қалуы мүмкін, сізді шығынға тығып жіберуі мүмкін деген ақылды ары қарай айта берсе көп деген өте көп зиянды жақтары негізі. Оны әрине керектенген адамдар өздері түсініп білетін шығар, бірақ керектенуге кеңес бермейміз. Мынандай бір қызық теориямен бөліскім келіп тұр да. Қазір енді қарасаңыздар, әлемде жасанды интеллект өте қатты жақсы дамып жатыр. Искусственный интеллект деп айтады ғой. ChatGPT суретті де салып жатыр, видеоны да жасап жатыр. ChatGPT қатты дамып кеткен да. Трейдинг саласына жасанды интеллект келуі мүмкін ба 2025-те? Және жасанды интеллект трейдинг саласына келсе? Жоқ, қолданып жатқан адамдар бар ғой, просто графикке аналитика жасап береді. Бірақ та сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз. Солай да. Ал енді жасанды интеллект негізі қатты дамитын болса, менің ойымша ол көмегі тие алады, бірақ та оны дұрыс қолдана алу керек шығар. Нақты енді, бірақ бәрібір де ол жасанды интеллект адам емес қой. Бірақ түбінде ол егерде жасанды интеллектке сеніп қалатын болсаңыз, ол болмайды да. Адам өзіне қалыптастыру керек бүкіл тәжірибе мен білімді. Солай дұрысырақ болады. Не болса да ең маңыздысы өзіңіздің басыңызда болатын білім. Өзіңе сен білім. өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылың екі жақтап деген сөз ғой. Дұрыс айтасыздар. Так, бағана сөзге қосқым келіп отыр. Жаңа айтып отырсыздар ғой. Алдағы уақытта енді трейдерлер шығады, әртүрлі адамдар шығады. Өзі бір рет оқып, біреуге оқытып кететіндер шығады деп ше. Алдыңғы подкасттарда негізі осы тақырыптың төңірегінде сөйлеген болатынбыз. Осы подкастта да басын ашып өтейік. Жалпы трейдингті үйренгіңіз келсе, эксперттерді қалай таңдау керек? Эксперттерді таңдаған кезде сіз ол кісілердің әлеуметтік желілеріне қатты мән беріңіздер. Олар қандай сөздерді айтып жатыр, қандай құндылықтармен бөлісіп жатқанына мән беріңіздер. Олардың құндылықтары сіздердің құндылықтарыңызға сай келеді ме, жоқ па, соған мән беріңіздер. Трейдингте өзінің нақты нәтижелер, жетістіктері бар ма? Өзінің үйренген уақыты, өзінің жасап жүрген тәжірибесінің уақытысы қанша уақытта ұзақ, соған мән беру керек. Және де жаңағыдай байлыққа, ақшаға алданып қалмау керек. Және де
көп уәделерден алшақтау керек. Көп уәде берілетін адамдар болса, гарантия деген сияқты нәрселерден алшақтау керек. Бүгін үйренесің, ертең ақша тауып кетесің деген сияқты нәрселерден алшақтау керек. Енді осы жерде осының ішінен бір сұрақ шығып тұр. Көп адамдар сөйтіп айтып сатады. Ойбай, бір айда үйреніп кетесіңдер, өйтіп кетесіңдер, бүйтіп кетесіңдер деп. Негізі трейдингті бастаған адам қанша уақытта оны игереді, қанша уақытта алғашқы табысқа шығады және қанша уақытта тұрақты табысқа шығады деп ойлайсыздар? Бастапқы үйренуге кететін уақыты кемінде жарты жыл болу керек. Ал бізде оқитын кісілерде ол бастапқы енді фундаментін қалап кетеді. Ары қарай өзін дамыту, өзінің жолын тауып кету әрине адамның өзіне байланысты. Бірақ та тұрақты табыс деген трейдинг өзі тұрақтылық дегенді білдірмейді да. Бірақ тұрақтылықта шығу үшін адам кемінде 1,5 немесе 2 жылдай еңбек ету керек болады. Сол кезде ары қарай тұрақтылыққа мүмкін шығады. Сондай ойдамын. Сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы Самар мырзамен толықтай қосыламын. Жалпы әр адамға қалай негізі шектеу уақыт, енді өз ойым жоқ деп ойлаймын. Жалпы адам қай кезде трейдер болады, өзінің нәпсісін жеңіп шыдаған кезде. Ал жаңағы технический анализдер, стратегияларды үйрену ол енді әр адамға әрқалай, бірақ та орталама 1-2-3 айда үйреніп кететін зат. Ол стратегияны ғана. Бірақ бұл жерде стратегия ғана жұмыс жасамайды. Стратегия емес, бізде стратегия негізі жаңа трейдингта 30% болса, қалған 70%-ын бізде психологияның рөлі ойнайды жалпы. Сол себепті де психологияңызды жеңіп, психологияңызды тиіп шыдаған кезде барып сіз трейдер болып кете аласыз. Ол әр адамға әрқалай, адамның жаңа характеріне байланысты. Уақыт лимиті жоқ деп ойлаймын жалпы. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы алғашқы табыс деген ол өте бір реттік табыс деп айтуға болады. Оны біздің менторлармен отырады, немесе менімен отырып, мен айтқанымды істеп алғашқы табысын тауып кете салады. Бірақ та ол одан кейінше деген әңгіме да. Тұрақты табыс деген әңгіме да. Тұрақты табыс болу үшін ол адамның өзіне тікелей байланысты. Ол жерде адам жаңағы алғашқы 1-2 айда алған білімінен бөлек өзінің қалыптастыратын практикасы бар, одан кейін қалыптасатын психологиясы бар. Солар нақты қалыптасқан кезде тұрақты табысқа шығады. Бұл жерде тұрақты табыс трейдинг деген бұл рискі жоғары нәрсе. Рискті сіз қалай сақтайсыз, соған байланысты. Егер де келіп үлкен рискпен жасап ұшып кететін болсаңыз бұл нарықтан, онда сізге тұрақты табыс табу өте қиын болады да. Тұрақты табыс табу үшін тұрақты рискті сақтап жасап, анализбен нақты. Просто былай да, көбісі трейдингта неге келіп тұрақты табыс таба алмайды? Өйткені адам ол жерде мысалға бір адам қарызын жабу үшін келуі мүмкін. Біреуі жаңағы белгілі бір расходтар қысып тұрады ғой. Сол кезде жасайды, ал ол үлкен табыс тапқысы келеді бірден. Сөйтеді не істейді? Негізінде ол адам басынан да келуі мүмкін. Күніне маған $100 тапсам жетеді deyip келеді. Ол сөз одан кейін уже ұмытылып қалады негізі. Одан кейін ол $100 тапты, ол нені қалайды ары қарай? Күніне $500 тапқаны қалайды, $1000 тапқаны қалайды. Ары қарай не істей бастайды ол? Рискін көтере береді. Бір моментте рискті уже ойлайды, үнемі солай бола береді деп ше, бірақ олай болмайды. Сіз түптің түбінде риск сақталмайтын болса, по-любому риск сақталмаса, бір күні депозит жоғалуы мүмкін да. Сіздердің сөздеріңізге тұздық ретінде бір әңгіме қосқым келіп тұр да. Мысалға айтып жатырсыз да, ол тұрақты табысқа ұзақ уақытта шығуы мүмкін, тұрақты жұмыс жасау арқылы деп ше. Осыған қатысты мынандай бір қағида бар деп ойлаймын өзім ойымша. Ол бизнесте де, спортта да, трейдингте де кәдімгідей кез келген салада, барлық салада қозғалмайтын бір қағида бар деп ойлаймын. Ол жетістікте ешқандай романтика жоқ деген сөз. Яғни жетістікте ешқандай романтика жоқ. Жетістікке апаратын жол ол іш пыстырарлық нәрсені ұзақ уақыт тұрақты жасау арқылы жететін тірлік деп ойлаймын. Мысалға трейдингте де басында сізде романтика болуы мүмкін. Алғашқы сделканы ашу, алғашқыдан шорт қою, алғашқы стоп-лосс қою деген сияқты, алғашқы тейк профитті алу деген сияқты сіз керемет әсерлерде жүресіз. Романтика болады басында. Бірақ сіз уже бір ай өткеннен кейін ол нәрсенің барлығы сіз үшін обыденный, қарапайым, күнделікті нәрселер болып кетеді да. Ал сіздің жұмысыңыз отырып, күнде компьютерға отырып, графикке қарап жұмыс жасау болады. Іш пыстырарлық. Іш пыстырарлық жұмыс болады. Кәдімгі қарап отырасың, өсіп жатады, түсіп жатады да мысалға. Ал сенің мақсатың осы жерде сол іш пыстырарлық нәрсені тұрақты жасасаң, ұзақ уақыт жасасаң, сол кезде бір жетістікке жетеді. Кез келген жерде осы қағида жұмыс жасайды деп ойлаймын. Кәсіпте де мысалға алғашында магазиніңді ашасың, бастапқы клиенттер қызық болады, анау мынау болады, бірақ 3 ай өткеннен кейін
күнделікті жұмысың қарапайым күнделікті болатын әрекетке айналып кетеді. Және де іш пыстырарлық әрекетке айналады. Сол іш пыстырарлық әрекетті ұзақ уақыт тұрақты жасаған адамдар үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын менің ойымша. Бағана айтқан сияқты келесі жылдарда мысалы мүмкін курс сатқыш кісілер пайда болатын болса да, ол кісілердің көбінесе сіздерді алдап әкелетін бір амалы жарнамаларда, рекламаларында бір жылтырақты көрсетуімде, мысалы трейдингті өте қатты романтизациялап жібергенде, мысалға ресторанда кальян шегіп отырып трейд жасау мүмкін емес шын мәнісінде. Өйткені біз басқа алаңдататын, көңілімізді бөлетін зат болмау керек жан жағымызда. Тем более кальян болмау керек. Сондай күнделікті іш пыстырарлық жұмысты жасаймыз да, күнде анализ жасаймыз, күнде қиналамыз, психология эмоционально қиналамыз, терлейміз мысалы. Сондай қиындықтардан өткеннен кейін ғана біз бір нәтижеге жетеміз да. Ал ол жерде жарнамада көрген жылтырақтың барлығы өтірік. Сосын мына нәрсе бар да, мысалға көп адамдар сол бетін ғана көреді да, мысалы ол кісінің бір жерде демалып отырып сделканы ашып табыс тапқанын көреді. Бірақ ол кісінің азанда 9-да Азияның уақытында тұрып анализ жасап мына жерге кірем деп қалдырып қойып, кешкісін тамақ ішіп отырып сол жерден кіріп сделка ашып кетіп табыстауы мүмкін ғой. Ол сол жағын көрмейді да олар. Сол жайында бір қоса кететін нәрсе, жаңағы сырттан қараған адамдар трейдерларды қарайды да, ойлайды да, бұлардың несі ішіп пыстырады, жаңағы өмірлері кайф, демалады, қыдырады деген осы уақыттар көп деп ойлайды да, бірақ негізінде шынымен өте ішіп пыстырарлық жұмыс трейдинг. Ол қалай? Әрине бос уақытың көп болады, бірақ та именно бұл новичоктар үшін жаңағы бастаған кезде ішіп пыстырарлық. Үйреніп кеткеннен кейін кайф жұмыс былай. Бірақ үйренгенге дейін уақыт өту керек белгілі бір. И плюс жаңағы бос уақытымыз көп деп айттық, бос уақыт қалай ол жаңағы? Жалпы біздің күніміз, келеміз, 1 сағат анализ жасап, қалған уақытымыз күтумен өтеді. Сол күткен кезде новичоктардың жаңағы сабыры сыналатын кез, ол кез күте алмайды, соны кіріп кетеді, қателік жасайды. Сол себепті де іш пыстырарлық қиын жұмыста жаңағы өте. Ол үйренген деңгейге дейін әрине. Үйреніп кеткесін ары қарай әр жұмыстың өзінің беретін жемісі бар сияқты. Трейдердің 10% уақыты анализ жасауға кетеді, сделка ашуға кетеді, қалған 90% күту. Ол осы моментте де жаңа жекеміз айтып кетті ғой, сабырлығы сыналады. Шынымен де сізде бір мынандай болуы мүмкін да, стоп-лосс қоясыз, сіз аштыңыз, что-то минусқа кетіп бара жатыр, стоп-лоссқа сізге жетуге бір жартақ не қалды дейік та, жол қалды дейік та, ол тұрады да, болды мына стоп-лосспен кетеді деп жауып тастауыңыз мүмкін, бірақ ол тұрады да сіздің бірнеше сағатта тейк профитіңізде тұруы мүмкін деген нәрсе да. Осындай кезде қателік жасайды, немесе бір момент болады, бара алады деген жерге дейін күте алмай, азғантай пайдамен жауып тастауыңыз мүмкін. Яғни сіз өз-өзіңізге минусқа жіберіп алуыңыз мүмкін өзіңіз, немесе өзіңізге беріліп тұрған пайданы ала алмай қалуыңыз мүмкін. Осы кезде психологияның рөлі өте қатты ойнайды да. Қоса кетейін, плюс тағы бір жайт бар да, адамдар мысалға тағы да ойлауы мүмкін, бос уақытың болса қарада күтіп отырмай басқа затын жасап кет деп. Бірақ именно новичоктар үшін ол мүмкін емес. Бүкіл фокусыңыз сол трейдингте тұрады да, бүкіл миыңыз сол жерде тұрады, сіз басқа затты жасап кете алмайсыз үйренгенге дейін. Не болып жатыр екен деп қарай беремін. Жаңа мысалы айттық қой, жетістікке жетудің жолы ол іш пыстырарлық нәрсені ұзақ уақыт тұрақты жұмыс жасау деп ше. Уақыт өте келе, адамның тәжірибесі көбейе келе, сол іш пыстырарлық нәрседен уже кайф алуды, жақсы көруді үйреніп алсаң, өзіңе де оңай болады деп ойлаймын. Негізі профессионалдар неге жетістікке жетеді? Өйткені не үшін ол профессионал болады? Өйткені ол істі оған жасау оңай да. Жаңағы нәрсені жақсы көріп кеткен. Ол уже профессионал өзі ісін жақсы көреді. Ал ол өз ісін жақсы көріп істесе, ол жалықпайды. Жалықпаса, ол уже жаңағы көбірек уақытын арнай алады, көбірек еңбек ете алады. Сол арқылы уже адам қаншалықты амал жасайды, соған байланысты нәтижесі болады да. Енді 2025 жылға біз қазір қарап жоспарлап отырмыз. Қалай болады екен, не болады екен деп болжап отырмыз да. Енді 2025 жылы трейдинг саласына енді аяқ басатын, трейдинг саласын жаймен бастап жатқан адамдарға қалай болады? Оңай бола ма, қиын бола ма? Қандай кеңестеріңіз бар? 2025 енді әр жыл сайын әртүрлі адамдар, мысалға бір адам болуы мүмкін 2 жыл айналысуға ойланып жүрген деген сияқты да. Бірақ кез келген істе ертерек бастасаң уже
ары қарай уже сол сен айналыссаң да айналыспасаң да өтетін уақыт сол уақытта, но хотя бы күніне біраздан үйренсе адам уже бірнеше жылда уже нәтижесін көріп бастайды деп ойлаймын да. Одан кейін 2025 енді менің өзім ойым, әр жылда әртүрлі ситуация болады, оңай болады, жеңіл болады, қиын болады деп біз енді айта алмаймыз, болашақты білмейміз біз, бірақ Құдайдың қолында ғой бәрі. Бірақ сол қиындықтардан, ол жерде андай да, ол жердегі мақсат жеңіл жолмен өтіп кету емес, ол жердегі мақсат сол қиын жолдардан өтіп жетістікке жету. Вот жалпы біз өмірде бізге сынақ келеді ғой, әртүрлі сынақ келген кезде біз ол сынақ бізді сындыру үшін келмейді ғой, жаңағы төменге қарай түсіріп тастау үшін келмейді, наоборот біздің одан сайын дамуымыз үшін. Мысалы темірді қыздырады ғой, оны қызып балқып жоқ болып кетсін демейді, наоборот ол мықтырақ болу үшін қыздырады ғой. Вот сол сияқты адамда сынақ келген сайын, қиындықтан өткен сайын ол уже келесі кезде, мысалға ол қиындық келетін болса не істейді ғой адам, мән бермей қалады ол қиындыққа. Неге? Өйткені оны өтіп қойған, уже басында не қалыптасып қойған, ол қиындыққа деген иммунитет қалыптасып қойған ғой, сол сияқты. Сондықтан 2025 жыл трейдерлар, жаңадан келушілерге жақсы мүмкіндік. Негізі айтады ғой, ертең емес, дәл қазіргі уақыт негізі мүмкіндік болып саналады да. Сол осы қазірден бастай берсеңіздер болады дейсіз ғой. Самғар мырза, Жеке мырза, 2025-те енді бастайтын трейдерлерге қалай болады деп, ыңғайлы болады деп ойлайсыздар ма? Қалай болады деп кетіңіз? 2025-те қалай болатыны белгісіз, бірақ та менің байқағаным 2024-те мысалы көктем мен жаз айларында қиындау болды да, бірақ та ол сіздің курста қате уақыт алып қойдым деген сөз емес та. Өйткені қиын кезде бастап кеттіңіз, бірақ та үйреніп алған затыңызбен енді нарық тұрақталған кезде сіздің жолыңыз ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті ешқандай да өкініштің жаңағы себебі жоқ. Кез келген уақытта оқып бастай беру керек. Мен енді бұл сұраққа жаңағы өз ойымды емес, фундаменталды жағынан анализ айтып кеткім келіп тұр. Жалпы қалай болады 25 жыл трейдинг дегенге? Ол қалай? Мысалға бізде жаңа айтып өтті, Нұрбол мырза айтып өтті, жаңалықтардың әсері деп, сол жаңалықтарды бір қозғап кеткім келіп отыр. Бізде жаңағы Американың центральный банк деген бар енді. Мен негізі DXY жайлы айтамын. DXY яғни трейдингті былайша айтқанда доллар, ақш долларының индексі, иә. Негізінен енді осы инструменттің несін білсеңіздер, жаңағы валюталар, криптолар дегендей, алтындарда именно USD деген парамен жүреді, қосылып барлығына негізі тағдыр байланыс. Осылар шешетін инструмент, сол себепті осыған фундаменталды анализ айтып кетейін. Жаңағы бізде осы өткен 19 декабрьде Центральный банктен Американың процентный ставка деген бар, interest rate decision деген, сол шыққан болатын бізде. Соны жаңағы осы жалпы 2024 жылдары бізде оны төменге қарай құлатқан негізінен. Сол құлағандықтан басқа валюталар өскен, жаңа қарама қарсы жүретіндер. Ал жаңағы именно осы 19 декабрьде шыққан неде құлатты, бірақ та DXY өсті. Неге? Өйткені ол жаңағы бізде жалпы нарық болашақтағы қарап жұмыс жасайды. Қазіргі жаңалық маңызды емес, ол қазіргі жаңалық өткен тарихында оған арнайы істер жасалып қойған. Сол себепті де біз қазіргі жаңалықтарға қарап жаңағы болашаққа қарай жұмыс жасаймыз деген сөз. Дәл солай енді сол Центральный банктен Паул деген адам сөйлейді, сол айтқан өзінің несінде 2025 жылы біз доллардың процентный ставканы аса қатты жаңағы құлатпаймыз деп. Өйткені неге? Жаңағы инфляция Америкадағы деңгейі қатты, енді әрине контрол жасаған, басқара алған, бірақ та көтеріліп өсіп жатыр бәрібір де. Енді ол инфляция өсіп жатқанда долларды түсірсе не болады? Тіптен инфляция өсе береді. Сол себепті де жаңағы DXY-дың қанша процентный ставканы құлатса да жоғарғы өскен себебі сол. Ары қарай жаңағы 2025-те де инфляцияға қарап барып біз шешім шығарамыз деді. DXY-ды ары қарай құлатып өсіреміз дегенді. Енді инфляцияны әзірге ешкім біле алмайды, ол қанша шығатынын. Сол себепті де ақш-тың тікелей инфляциясына қатысты жаңағы 25-те трейдингтің тағдыры соған байланысты деп отырмын. Тікелей енді әрине бастап кететін адамдар үшін жаңа айтып өттім ғой. Кез келген ситуациядан біз табыс таба алатындықтан ол жаңағы инфляция жаман болса да жақсы болса да кез келген уақытта бастап кете берулеріне болады деймін. Жақсы, түсіндім. Енді мынандай сұрақ болып тұр. Үшеуіңізге де, үшеуіңіз трейдерсіздер ғой. 2025-те қандай стратегиялар жақсы жұмыс жасап отработать етіп береді деп ойлайсыздар? Негізі андай смарт мани болсын, ICT болсын, тех анализ болсын, СНР болсын. В общем, не бар?
негізі барлығының атасы теханализ ғой. Мысалға біз уровеньді айтамыз теханализде, ол дейтін негізінде түбіне қарасақ ол ордер блок та, смартпандидағы ордер блок деген сияқты. Мысалға ICT жаңағы смартпан екеуі ұқсайды ғой. Мысалы ликвидность, ол ликвидностьтар тоже самое уровеньдардың басында орналасады деген сияқты да. Негізінде бұл жердегі нәрсе қандай стратегия болмасын, сіз оны дұрыс қолдана алуыңыз ғой. Нарықты түсінуіңіз, нарық қалай қозғалады, жаңа фундаменталды айттыңыз ғой, жаңалықтарға байланысты соның барын зерттеу, қозғалысты бақылау, крупнойлар бағаны қалай қозғауы мүмкін, қандай мысалға көбісінің жіберетін қателігіне өсіп жатады ғой, өсіп жатса соның қайтқан жерінен ұстағысы келеді да. Вот сондай бір детальный моменттерді ескеру керек та, болды. Қарапайым нәрсе, өсіп жатқан нәрсе қарсы шықпайсыз, наоборот, оны кімдер өсіп жатыр? Крупныйлар. Біз крупныйға қарсы шыққанмен іштен отпаймыз, крупнылармен бірге жүре бергеніміз дұрыс деген сияқты да. Желге қарсы сүймедіңіз. Иә, ол өткен подкаст айтып кеткенбіз. Трендпен жүреміз, адамдар сатып алған жерден сатып аламыз, сатқан жерден сатамыз ғой, былайша айтқан кезде қарапайым. Қандай стратегия болсын, оны дұрыс жұмыс жасалу керек, оны дұрыс түсіну керек, дұрыс қолдану керек. Біз оны күте алмаймыз. Адамдар келеді да, аш та, біздің халық ше, ақша табу керек дейді да. Стратегияны, анау 100% жұмыс жасайтын стратегияны беріп қойсаңыз да адамға, егер де ол оны дұрыс қолданбаса, ол ақша таппайды негізінде. Ал егер де оны күтіп, нақты өте үлкен подтверждениясымен жасайтын болса, стратегия деген өте мықты жұмыс жасап береді. Сондықтан қандай нәрсе стратегиямен жұмыс жасасаңыз да, оны дұрыс қолдансаңыз, барлық стратегия рабочий, былайша айтқан кезде солай. Ал енді подкастымыздың келесі этапында мен өзіміздің оқырмандарымыздан түскен сұрақтарды, тақырыптарды ортаға салғым келіп тұр. Сол сұрақтарға жауап беріп, сол тақырыптардың төңірегінде әңгіме қозғасақ. Қалай қарайсыздар? Жақсы. Ең бірінші сұрақ біздің оқырмандарымыздан келген, трейдингті енді бастап жатқан кезде қандай платформалармен жұмыс жасаған дұрыс? Өздеріңіз қандай платформалармен жұмыс жасайсыздар? Жаңалық оқуға, анализ жасауға және де сделкалар ашуға деген сияқты брокерлер бойынша. Жалпы қазіргі таңда алғаш бастағаннан бастап бір платформалар негізінен жаңағы анализ үшін бізде барлық трейдерлер керектенетін TradingView сайты. Почти енді күніміздің 70% сол сайтта өтеді десек болады негізінен. И жаңалықтар үшін investing.com қараймыз. Акция қарайтын адамдар Finviz деген сайт бар тоже. Олар барлық сабақтар детально айтылған негізі. Жаңағы investing.com-нан қараймыз, ары қарай. Брокерлар енді өте көп негізі әр адамға қарай. Мен өзім қазір сол профкомпанияларды керектенемін. Соның ішінде C-Trader деген брокер бар. Жаңағы реал шоттарға Exness немесе Capital кем керектенемін осы күнге дейін. Сіз, Самғар мырза? Бізде енді фундаменталдыға investing.com-нан бастағанбыз. Одан кейін жаңағы Forex Factory қолдануға болады, себебі көптеген профирмаларды сол Forex Factory қарап өздерінің сайтына енгізеді. Сол кездегі жаңалықтар кезінде сауда жасауға болмайды мысалы. Сол үшін соны тексеремін көбінесе. Қандай платформада анализ жасап, қандай брокерлер қолданасыз? Анализ барлығымызда TradingView әрине. Ал енді сауда жасау керек болса, профирмаға кірсеңіздер болады. Профирмада әркімге өзіне ыңғайлы жаңағы MatchTrader бар, TradeLocker немесе MetaTrader'да қолдануға болады да. Қайсының өзінің плюстар, минустар бар. Сіз? Өзіміздің сол TradingView анализ жасауға брокерлер Exness мен Capital.com қолданамыз. Прop компаниялар, Funding Pips бар, MyFundedFX бар, соларды қолданамыз қазіргі сәтте. Енді бұл нәрсе андайда брокерді рекомендовать еткен негізі дұрыс емес та. Өйткені оны білмейміз ғой, бұл ертең жабылып қала ма, бите ма. Ол бірінші кезекте егер кез келген брокер тексеріп көргіңіз келсе, алғашқы азғантай суммаңызды салып, сделка жасап шығарып көріңіз, солда сіз өзіңізге сенімді боласыз, жауапкершілік ол өзіңізде болады. Ал тек біз қазір жұмыс жасап тұрған платформаларды айтамыз, өзіміз жасап жүрген, сондықтан ары қарай өзіңіздің таңдауыңызда ғой. Бәлкім бір жылдан кейін мысалы бұл брокерлер тиімсіз болып қалуы мүмкін. Тиімсіз болып қалуы мүмкін. Енді бұны бір Құдай біледі, барлығы бір Құдай біледі. Келесі сұрақ, тағы бір оқырманымыздан келген сұрақ. Нарықтағы тұрақсыздық кезінде өзіміздің рисктарымызды қалай басқарсақ болады және эмоцияларымызды қалай басқарсақ болады деп сұрақ қойыпты. Эмоция қайдан пайда болады? Ол анализ жасамай, біріншіден анализ жасамай сделкаға кірген кезде, екінші риск сақтамай кірген кезде болады эмоция. Ал сіз риск сақталған анализ бойынша болса, сіз
ешқандай эмоция жоқ, просто күтесіз и спокойно отырасыз да. Вот эмоцияны басқару үшін бірінші риск сақтау керек и анализбен жасау керек болды. Ал енді риск сақтауға келген кезде енді компанияда өзінің проценттері бар. Жалпы бір күнде 5% жоғалту болмайды, 10% деген сияқты. Ол жерде сол процент бойынша жұмыс жасай бересіз да. Ал реал шотқа келген кезде, өзіңіздің ақшаңыз салып бастаған кезде, енді ол өзіңіз қанша сумманы көтеруге дайынсыз, сол сумманы сіз негізінен стоп-лоссқа қоя аласыз ғой. И сонымен бірге 3 деген немен жасаймыз біз көбінесе. Мысалға, стоп-лоссты $100 жоғалтуға дайын болсақ, стоп-лоссқа $100 қоямыз, егер жоғалтса $100 жоғалтамыз деп та. Ал тапсақ $300 табамын деп take profit қоямыз. Сол кезде уже мысалға 2 күндік даже сауданы алатын болсақ, бүгін мысалға стоп-лосспен жаптық, минус $100 болып қалды. Ертең плюс $300 take profitпен жаптық дейді да. Общий 2 күндігін нәтижесін қосқан кезде общий депозитіміз $200-ға өсті деген сөз да. Рискті солай сақтау керек, стоп-лоссқа өзіңіздің көтере алатын сумманы қою керек солай. Тағы бір сұрақ оқырмандарымыздан келген. Жаңадан бастап келе жатқан трейдерлердің жиі жіберетін қателіктері қандай? Қазір енді біздің академиямыздың менторлары отыр. Студенттермен, жаңадан бастап келе жатқан трейдерлермен жиі және көп жұмыс жасайтын кісілер, осы кісілер сіздерге арналған сұрақ болсын. Жаңадан бастап келе жатқан трейдерлердің жиі жіберетін қателіктері қандай? Студенттерден алып мысалға айтатын болсақ, бірінші қателіктері асығыстық жалпы. Өйткені біз көп байқаймыз да, келеді. Енді біздің жаңағы платформада қаншама 30-40 сабақ бар. 120 сабақ бар. 120 сабақ бар. Соның екіншісін өтіп жатқан кезде олар айтады да, біз әлі табысқа шықпадық. Біз профтан өтпедік, бірінші этаптан. Енді екінші сабағын өтіп жатыр да ол адам негізі. Бұл қандай салада да мүмкін емес қой, бастап табыс тауып кету деген. Бірінші қателіктері сол асығыстықпен келеді, ол және студенттердің 70%-ында, бұл енді әрине жаңағы әртүрлі инфо-цыгандардың қалыптастырған көзқарастары, олардың да қателіктері емес. Жаңағы көптеген ақшаны көріп келген адам соны асығыстықпен тауып кету үшін келеді. Бұл өте басты қателік негізі. Барлық жаңағы кері әсерлер пайда болатын. Тағы қандай қателіктері бар? Жиі жіберетін. Бірінші оқуға деген көзқарас және отношение ғой, былайша айтқан кезде соны дұрыс қалыптастырмай келетін болса да, бірінші этапта ол адам трейдинг туралы көзқарасын өзгертіп келу керек. Өйткені жаңа жарнамада шығатын жылтырақтардың барлығына алдана беретін болса, ол қате түсінікпен келеді. Қате түсінік болған кезде адам еңбектенуге дайын емес болып келеді да, өйткені трейдингте жеңіл ақша деп ойлауы мүмкін мысалы. Ал бізде оқитын сабақтар көп, және де түсіну керек, жаңағы біз беретін фильтровать етіп беретін материалдар бар, соның барлығын дұрыс үйрену керек та. Күнделікті мысалы кемінде 2 сағаттан бөлсе, ол дұрыс болады деп ойлаймын. Ал бірақ көп кісілерде ондай уақытта жоқ екен. Былайша айтқан кезде еңбек еткісі келмейді, нәтиже көргісі келе ма? Мен сол адамдарға мен бір өзімнің студенттеріме айтатын мысалым бар еді, айта кетейін. Мысалға көп студенттер жаңағы курс сатып алады да, ары қарай сол міндетсініп қалады да. Ол былай мысалда қозғалыс пен әрекет деген екі сөздің айырмасымен мен сол мысалы түсіндіріп беремін адамдарға. Мысалы адамдар курс сатып алған кезде қозғалыс жасайды да. Сол бір бағытқа енді бір ниеті бар қозғалыс жасайды. Ары қарай алып кету үшін әрекет жасау керек. Енді ол қозғалыс пен әрекеттің несі? Мысалға көліктер қозғалады, иә, олар әрекет жасамайды жаңағы. Ол сізде тек қана қозғалыс болса, сіз 10 жылдан кейін де сол көлік қалпында қалады, ешқандай өзгермейді. Ал адам әрекет жасап ары қарай даму керек. 10 жыл бұрын сен 10 жыл бұрынғы адамнан бөлек адам болуың керек. Ол бөлек адамға сен әрекет жасау үшін жетесің да. И сен жаңағы курс сатып алдым, мен болды деп қозғалыс жасап қойсаң, сол қалпыңда жүре бересің. Ешкім сені үйретпейді жаңағы. Бастысы өзінің әрекеті жаңағы Самарымыз жатқан. Сол курсқа берілген уақытты қолданып, менторлардың беріп тұрған көмегін қолданып, берілген білімдердің барлығын қолданып, практиканы жасап, өздері еңбектенетін болса, өте жақсы нәтиже шығады. Біз енді өзіміз академия ретінде негізі өзіміздің тарапымыздан берілетін бүкіл инструментті, барлық білімді максималды түрде беруге тырысамыз негізі. Кері байланыс болса, кері байланыс береміз. Дискорд жаңағыдай чаттан көмек болса, ол жақтан тікелей эфирлермен күнделікті жаңағыдай контексттерді жіберіп күнделікті бөлісетін нелеріміз бар. Одан кейінгі тікелей эфирлеріміз бар, офлайн сабақтарымыз бар, онлайн сабақтарымыз бар, 120-ға жуық видео сабақтар бар. Астында конспектілері бар, үйдің тапсырмалары бар. Егер адам соның барлығын өзі қолданатын болса, негізі әрекет ететін болса, жаңа Жеке мырза айтқандай, ол кісілерден
результат шығады. Міндетті түрде. Міндетті Егер де түрде бәрін қолданса. біз студенттердің жаңағы трейдингте жүрген қателіктерін разбор жасап түзеп бере аламыз, бірақ та адамның өзін өзгерте алмаймыз да. Сол мәселе. Жақсы. Енді мынандай сұрақ бар да. Жаңа айттыңыздар да. Көп адамдар солай қателіктер жасайды. Асығады деген сияқты. Бірақ ол асығу деген қателік ол кісілердің тек өздерінің ғана кінәсі болмауы мүмкін деп айттыңыз, Жеке мырза сіз. Ол жаңағыдай нарықтағы басқа адамдардың ол кісілердің миларына салып берген ойдан кетуі мүмкін. Мысалы, көп адам күшті өмір көрсетеді, гольф ойнап жүреді, мықты машинамен жүреді, әлемді аралап жүреді да, мен өйстіп бір айда өйстіп табыс таптым дейді да, адамның барлығына сондай ой қалыптастырып тастайды. Бір күнде 1 миллион табуға болады, бір айда 10 миллион табуға болады деген сияқты. Оның бәрі оңай, жеңіл деген сияқты. Адамдардың бәрін соны көре кетті, қызығады. Дәл сол сияқты тағы бір стереотип бар. Сигналдар деген стереотип бар. Көп адамдар, қазір бізде Қазақстандағы адамдардың көбісі трейдингке былай қарайтын болса, көбісі сигналдарға ұмтылады. Сигналдармен жұмыс жасап, тез табыс тауып кеткісі келеді. Сигналдарға көзқарастарыңыз қалай? Және де оны сигналды қолданып трейд жасап жүретін адамдардың болашағы қалай болады? Соны жайлы айтып бересіз бе? Сигнал деген былайша айтқан кезде болашақты болжау деп теңеу керек шығар. Ол біз құдай емеспіз ғой, біз білмейміз да не болатынын. Біз тек жаңағы сигналға келген кезде мынандай ой қалыптасады менде. Сигнал мысалға алды адам, оны беретін адам бір, алатын адам мысалы 100 болуы мүмкін. Бірақ 100 адамның ризығының келуі әртүрлі да. Ол адамға именно сол сигналдан бұйырмауы мүмкін деген сияқты. Ол әр адамның ризығының келуіне себепші болады да ол сигнал. Сол себепті де сіз егерде мысалға біз сигналға негізі қарсымыз. Неге өйткені сигнал сіз как будто сіз олардың ризығының әкеп беретін адам ретінде болып қаласыз да. Ал бірақ ол адамға ол не істеуі мүмкін? Алла тағаланың өзі береді, біз бермейміз да. Сол себепті біз сигнал берсек, как будто біз олардың болашағына, ризығына біз арқылы жауапты болып қаламыз да. Сондықтан да сигнал деген нәрсе негізі дұрыс емес. Ал егер де сіз трейдинг саласына келіп трейдер болғыңыз келсе, сізге сигнал деген нәрсе керек емес болу керек. Наоборот, сізге сол сигналды өзіңіз жасай алатындай білім болу керек та сізде. Менің өзім көзқарасым сондай бұл. Негізі сигнал мен түсінуім бойынша ол адамның миын жұмыс жасатпау, жасатпайды ғой. Оған бір дайын берілген хабарлама келіп, мына жерден кір, мына жерден шығасың, мынандай пайда ұстауың керексің, мынандай лотпен кіресің деген сияқты. Адам өзінің миын қоспайды, анализ жасамайды, ештеңе істемейді, айтқан жерге кіріп, айтқан жерден шығып отырады. Ол жерде ақша табуы да мүмкін, дәл солай жоғалтуы да мүмкін. Бірақ уақыт өткеннен кейін сигналдың уақыты бітеді, сигнал беру тоқтайды, сол кезде ол кісі дымсыз қалады. Басында білімі жоқ. Одан кейін өзі дәл сондай анализдер жасай алмай қалады. Неге? Себебі өзі практика жасамаған. Өзі ойланып, өзі стратегия құрып, өзі анализ жасамағандықтан кейін. Бірақ та андай да, бұл басымнан өткен мен өзімнің сигналдар беру дегенше. Бірақ та ол по-любому ол бұйырмайтын адамға бұйырмайды екен да. Өйткені мысалға біз жасадық қой басында ше. Бір адамдар идеальный кәдімгі күшті табады. Демек ол адамға бұйырып тұр. Ал бір адам айтқан жерден кіргеді, бірақ та жаңағы риск сақтамай қалады. Болмаса дұрыс емес жерден жаңағы кешігіп кіріп қалады. Дұрыс емес лот жазып жібереді. Тұрады да жауып жібереді, немесе стопқа жетпей жатып жауып жібереді деген сияқты. Бұйырған адамға бұйырады, бұйырмаған адамға бұйырмайды. По-любому солай екен. Содан сондай тәжірибеден өтті. Бұған енді менің өзім басымнан өткен бір жақсы мысал бар. Негізі мен жаңағы Ризық академиясын алып бастағаннан бастап осы Нұрбол мырзаның қасында, сол кісімен өзім жаңағы академияға мүше болмай тұрған кезде де осы уақытында осы кісілердің арқасында келіп бірге трейд жасап жүрдім. Кәдімгідей Нұрбол мырзаның анализдерімен бір точкадан бір стоп-лосс, бір тейк профитпен кіреміз, бірақ та Нұрбол мырза плюспен шығады, біз без убыдық немесе стоп-лосспен кейде енді әрине бір азғантай пайдамен де шығып жатамыз. Бір жерде отырып жасаған сделка осындай болып жатыр да. Енді көп телеграмдар не істейді? Телеграм каналға ғана жібере салады онлайнмен. Оған кіріп былайынан пайда тауып кетем деген негіз мүмкін емес. Әңгіме деп ойлаймын өз басым. Өйткені қасында жүріп жасай алмаған адам. Неліктен ол? Өйткені жаңағы
адамның психологиясы. Мгм. Сіз Нұрбол мырзаның анализімен кіріп отырсыз, Нұрбол мырза сізге мысалға ары қарай бүкіл неңізді айтып отырмайды да, осы істі осыдан кейін істеу мүмкін деп, сіз өзіңіздің миыңызбен ойлауыңыз керек болады сделка ашылғаннан кейінгі ситуацияны. Сөйтіп сол процесте сіз ойлайсыз да, мысалға біліміңіз жоқ болса, бұл осы жерден құлап кетеді, сан түрлі ой келеді басыңызға, сөйтіп қорқасыз да жауып тастай саласыз, немесе аз ғана шығынға кетіп бара жатса, осылай сигналды да пайдалана алмайсыз, яғни білім жоқ болса. Сигнал бойынша сіздің ойыңыз қалай? Біріншіден сигналдың каналдарында ол алаяқтық схема болуы мүмкін, сол себепті бірінші сақ болу керек деп ойлаймын. Екіншіден, ол жерде сигнал беретін команда немесе адамның өзі, жеке тұлға, ол да қателеседі. Ол дәл қателескен уақытта сіз бүкіл қаражатыңызбен кірген болсаңыз, онда жауапкершілікті кімге алу керек болады? Олған ба? Ол алмайды міндетті түрде, ол өзіңізге тиеді. Сол себепті ол берген ақшаңыз біріншіден ақталмай қалуы мүмкін, екіншіден риторикалық сұрақта, егер де олар жұмыс жасайтын болса, неге біз оқып қиналып жатырмыз, неге біз де сигналмен жасамаймыз? Сондай сұрақ, риторикалық сұрақ та бұл. Дұрыс, өте дұрыс. Жақсы айттыңыз. Так, келесі сұрақ оқырманымыздан келген. Курс алуға ақшам болмаса не істеймін дейді. Біз сол себепті де YouTube каналға өзіміздің базалық сабақтарымызды салып қойдық қой. Өйткені көбісі енді базалық сабақтың өзін бәленбай 100 мың, 200 мың, 500 мың деп сатып атқандар көп. Ал біз сол базалық сабақтарды адамдар трейдинг бастап үйреніп жасап кете алу үшін 21 сабақ салып қойдық. YouTube арнамызға кіріп көрсеңіздер болады, кім көрмесе, и сол жерден бастап кете алады. Тағы да? Енді жаңағы ақшаның бір жағынан өзім ойлаймын, негізі сылтау деп адамға егер жоқ болып жатса, шынымен. Мысалға әрине сол кезде қызығып тұрған моментінде жоқ болып қалуы мүмкін. Ондай моментте жаңағы айтып кеткен ютубтағы тегін сабақтар бар, қарап жүріңіз и ұзақ уақытқа пландап сол үшін жинаңыз да ақшаны. Өйткені не үшін жаңағы курстың алу керек бізге? Өйткені ютубтағы ақпараттар бір жерге дейін, оның шектеуі бар. Сіз толық үйрене алмайсыз сол жерден. Енді қатты бір ақылды адам болып толық үйреніп кетуіңіз мүмкін. Бірақ ары қарай жүйелеп былай рискіңізді нормально аз сумамен мысалға сақтау үшін сізге бәрібір де курс керек болады. Пландап аз тиын тебендеп жинаса ақша сылтау емес деп ойлаймын жалпы. Бір кісілер болады да, курсқа ақша құртқысы келмейді же, бірақ ана кісінің минусын сұрайсыз ғой, одан 10 еселеп минусқа жіберіп тастаған. Курсқа кететін ақшадан 10 еселеп минусқа жіберіп тастайды, бірақ ондай ақшаны сақтауға болатын еді деген сияқты ғой. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Сіз қалай ойлайсыз? Қаражат болмайтын болса, мысалы ол кісі студент болуы мүмкін да, оқиды, жұмыс істеуге уақыты жоқ. Бірақ та былай болса да болады. ютубта тегін материалдар көп негізінен. Жинап барлығын оқығаннан кейін мүмкін бір түсінік қалыптасады. Қалыптасып болғаннан кейін де болмай жатса, мүмкін жаңағы Нұрбол ментордан бір консультация алып көрсеңіздер болады да. Ол қымбат тұрмайтын шығар негізі. Содан біраз түсініп қалуға болады, одан кейін жұмыс істей берсеңіздер болады да, мысалы. Бірақ курс алғанның бір пайдасы бар өзінің де. Өйткені сіздің психологияңызды алып тастыруға бір көмектесеміз, одан кейін жаңағы артық материалдарды да бір тізімдеп жинап береміз да, ол керек еместерін алып, керегін береміз. Одан кейін жетістікке жетуге әлдеқайда көп уақыт үнемдеуге болады. Мынандай болады ғой, курс алғысы келетін адамдар бар. Бірақ жаңағы қарызы, кредиті көп та, ол кісілердің ше жағдайы қиын, нашар адамдар болады да, мысалы. Сол кісілер курс алып келіп оқып жатады. Сол кісілерден жалпы қалай болады негізі? Ол кісілердің трейд жасаулары оңай бола ма, қиын бола ма, психологиясына қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыздар? Негізі қарызы бар адамға бәрібір қиын болады жасау. Өйткені олың ойы, мысалы бір адам 10 миллион қарыз болуы мүмкін. Ол трейдингтен мысалға $100 табыс тауып тұрса, оған ол жетпейді. Ол бірден жаңағы 10 миллион қарызын жапқысы келеді. Сөйтіп ол риск сақтамай үлкен объемдармен кіріп, жаңағы минусқа жіберіп қоюы мүмкін. Тез табыс табам деген мақсатта, бірақ та егер де ол қарыздың бар екенін мойындап, бірақ оған жету үшін мен бірден оны жаппаймын, жоспарлап уақыт өте келе еңбектеніп барып табамын деген осознанный адекватный түрде қарап келетін болса, онда болады да. Яғни ол кісінің бірақ та міндетті түрде жұмыс болу керек. Жұмыс дегенде доходы болу керек, кіріс көзі болу керек. Не кіріс көзі жоқ, қарызы көп болатын болса, ол трейдингте табыс табу өте қиын болады. Өте қиын болады. Ал жұмысы бар, ол өзінің өмір сүруіне, жаңағы ай сайын жабатын қарыздарына жетіп тұрады. Ал трейдингтен былай ондай кезде уже табысты табуға жеңілдейді да. Сондықтан барлық расходты, бүкіл қарызды бүйтіп трейдингке тіреп тастау дұрыс емес. Сіздің осы сөзіңізден уже мына жақта келесі сұрақтың несі шығып тұр да. Бір кісі сұрақ қойып жіберіпті.
трейдингпен айналысып бастау үшін тұрақты жұмысы міндетті түрде керек па деп. Сіз енді өзіңіздің ойыңызды айттыңыз. Самғар мырза мен Жекей мырза трейдингте адамның тұрақты жұмысы болу керек па керек емес па бойынша өзінің ойларымен айтып жіберсе. Мен бастайын онда. Тұрақты жұмыс болған дұрыс әрине, өйткені ол біріншіден адам ертеңгі күніне сенімді болса, ол эмоционалдық фонда сізге өте бірінші галочканы береді. Сол себепті мысалы бірақ та тұрақты жұмыс болғаннан кейін адамның сауда жасау керек моменттерде уақыты болмай қалуы мүмкін да, бірақ ол кісілерде амалын тауып курста оқып 10-15 минут болса да уақытын шығарып жасап жатыр да. Соның арқасында олар өздерінің пайдасын көріп отыр. Ал енді егер де тұрақты жұмыс болмайтын болса, қарыз болатын болса, онда сіз табысты трейдингке келіп тіреп қойдыңыз, ол сізді одан сайын қарызға тыға береді деген сөз да. Сол себепті бұл статистика шынайы және тұрақты жұмыстарыңыз болған дұрыс негізі. Қоса кететін жалпы жаңағы тұрақты табыс деген ол өте маңызды нәрсе. Өйткені бізде трейдингта, жалпы трейдинг саласында ешкім 100% деген гарантия бермейді, қандай стратегия болсын. Сол себепті де 100% гарантия жоқ жерге сіз бүкіл доходыңыз, бүкіл жаңағы ақшаңызды кеп тауып қойып, ол былайша қарасаңыз да өте ақымақтық болып саналады жалпы. Жалпы гарантия деген нәрсе жоқ қой. Өмірде жалпы гарантия деген. Мысалға дейікші, 40 жыл хирург дейді да, операция жасайтын. Сізге операция жасалып жатыр. Сіз операциядан кейін өмір сүресіз деп гарантия бермейді ғой. Сізге наоборот қол қойдыртып алады, өлсем өзім жауап бересің дегенше. Шынымен де, және де сіз ертең өмір сүресіз деп те ешкім гарантия бермейді ғой. Бір факт та, қарыз алып сондай қарызда батып жүрген адам қарыз алудан тайынбайды негізі. Трейдингте қарыз алып жасайды. Наоборот кіре береді. Одан сайын кіре береді. Жалпы андай нәрсе бар ғой. Қарыз алып жасаған нәрсе мен өз ақшаңмен жасаған екі нәрсе кәдімгідей бөлек нәрсе болады. Сосын мынандай нәрсе бар да, курс алып өмірім өзгеріп кетеді деген ожиданиемен келетін адамдар бар. Соларға қатысты әңгіме айтқым келіп отыр. Мысалға, кейбір адамдар бар. Мен қазір осы трейдинг курсын аламын, осы Нұрболдардан үйренемін, сөйтем де трейдер боламын да өмірімді өзгертіп жіберемін деп ойлайды. Болды, керемет болып кетемін деп ше. Бірақ мен мына нәрсені түсіндіргім келіп отыр. Жалпы курс, білім адамның өмірін өзгертпейді. Білімдер жиналып барып адамның өмірін өзгертеді. Менің өзім мысалға осы қаншама жыл білім алып, әртүрлі жерлерде жұмыс жасап, тәжірибе жинап келдім да, енді осы жылы бүйтіп енді жемісін көріп жатырмын соны. Мысалы кезінде маркетинг курсын оқыдым, тендер курсын оқыдым, продажада жұмыс жасадым, анда жұмыс жасадым, кәсіпте істедім, мында істедім. Сөйтіп келдім да енді Нұрбол мырзамен серіктес болып осы академияны құрып жатқан кезде, сол кезде жинаған білімдерімнің барлығы, сол кезде жинаған тәжірибемнің барлығы осы жерге келіп жүзеге асты. Осы жерге келіп жемісін берді да. Мысалға сіздер де осылай бір трейдингпен айналысып бір жетістікке жетердің алдында әртүрлі нәрседен, әртүрлі жерден, әртүрлі саладан өздеріңіз көрдіңіздер, әртүрлі білімдер алдыңыздар. Соны барлығы жиналып, қазір енді сіздерге трейдингте өзінің бір жақсы әсерін тигізуі мүмкін да. Сол сияқты осы нәрсені айтқым келеді адамдарға. Курс менің өмірімді өзгертеді деген ожиданияны алып тастау керек. Керісінше сол білімдер жиналып, бірігіп барып сол кезде өміріңізді өзгертеді. Мысалға бамбук деген ағаш бар ғой. Ол кәдімгі бірнеше жыл бойы осындай кішкентай ғана болып тұрады екен да, өспей тұрады екен да, содан кейін бірнеше жылдан кейін барып секундына 10 сантиметрден өсіп, бір айдың ішінде 2 метрлік, уже 3 метрлік ағашқа айналады екен. Оны ғылымдар накопительный эффект деп айтады. Яғни ол қаншама жыл бойы осылай тұрып, өзінің бойына құнарын, күшін бәрін жинады да, бір сәтте соны қолданып үлкен өзгерістер жасады, үлкен өсулер жасады. Дәл сол сияқты адамдарда да накопительный эффект болады. Сіз 30-ға келсеңіз де, 40-қа келсеңіз де, 50-ге келсеңіз де, 18-де болсаңыз да, сіздің өзіңіздің бір жарып шығатын уақытыңыз болады. Сол уақытқа дейін сіз тәжірибе, білім жинайсыз. Қазір сіз трейдинг курсын алып, трейдингтен жарып кетпесеңіз де, ертең сіз өзіңіздің кәсібіңізді ашып, сол жақта жақсы әсерін беру мүмкін да. Сол кезде мына жақта трейдингтегі білімдер сізге пайдалы болуы мүмкін. Эмоцияны сақтау, ақшаларды бөлу, пайыздарды есептеу деген сияқты нәрселер сол кезде әсерін тигізуі мүмкін. Яғни бұл білім сіздің өміріңізді сразу өзгертпеуі мүмкін, бірақ по-любому пайдалы болады ғой.
былайша айтқанда money management, risk management деген Иә. барлық салаға өтетін зат қой негізі. Бағанадан бері шәкірттер жайлы әңгіме қозғалып жатыр. Бізде мына жақта соңғы сұрақ келіпті. Соңғы сұрақ өздерінің қандай жетістікке жеткен шәкірттерің бар, өздерінің қандай табыс тауып отқан шәкірттерің бар деп сұрақ қойыпты. Өте заңды сұрақ, негізі керемет сұрақ. Кез келген академияның өзінің жұмысы болады және де беріп жатқан продуктысы, одан шығып жатқан нәтижелері болады. Біз енді осы Ризық академиясының жұмыс жасап жатқанына біраз жылдар болды. Осы біраз жылдың арасында біз 1000-ға жуық адамды оқыттық. $10,000 тапқан, $5,000 тапқан, $2,000 тапқан, $100 тапқан да шәкірттеріміз бар. Табыс таппаған шәкірттеріміз де бар. Оның бәрін мойындау керек. Енді статистикаға сүйенетін болсақ, біз өзіміз мақтана алатын статистика бар. Соңғы уақытта қазір жақсы нәтиже көрсетіп жатқан студенттердің саны 70-80%-ға уже келе жатыр. Ал инфобизнесте негізі ол өте төмен. Инфобизнесте бір курсты оқып табыс табу ықтималдығы негізі 2 мен 10%-ның аралығында. Қазір бізде шүкір продуктымен өте көп жұмыс жасаудың арқасында, сервиске көп көңіл бөлудің арқасында жақсы нәтижелер шығып жатыр. Соңғы нәтижелер бойынша енді осы Жекей мырза мен Самғар мырзаға сөздің тізгінін бергенге отыр. Өздерінде қандай шәкірттер болып жатыр, қандай нәтижелер болып жатыр, солармен бөліссін, біз тыңдайық. Бізде соңғы уақытта өте көп нәтиже шығарып жатқан кісілер бар. Бірақ олардың өзі де мысалы 2 ай бұрын оқып кеткен болуы мүмкін, немесе 1 ай бұрын оқыған кісілер болуы мүмкін. Бірақ курсқа уақытында келген кезде осындай да болады. Бірден күш салып бастайды да, содан кейін 1 ай біткеннен кейін болды, мен өзіме сенімдімін, мен өзіме счет алғым келеді дейді да, счет алып бастайды. Одан кейін бір қарасаң болды, реально счет қойып тұр мысалы. Сонымен ақырындап пайда тауып, бірінші қадалып, бірінші рет пайдасын тауып сөйтіп жатқан кісілер бар да. Нәтижесі бар мысалы. Ал кейбір кісілерге бүйтіп айтады, мен өзіме әлі де сенімді емеспін, курстан кейін де біраз уақыт демомен практика жасағым келеді дейді. Мен оларға жарайды, жақсы, сіздікі дұрыс деймін да. Онда сенімді болған кезде тағы бір хабарласыңыз деймін. Одан кейін бар ол кісілер де тура соны қайталап береді. Сонда менің айтпағым бұл жерде жаңағы мысалы Жасұлан деген кісі болды бізде. Ол кісі де өткенде реальный счетқа өтіп біраз пайдасын тапты да, одан кейін бір қадап алдым деп айтты. Бірақ ол кісіге де мойымаңыз дегім келеді. Одан кейін жаңағы қызылордалық Айбек деген кісі де бар, бізде өте активный. Айбек Қоңырбай деген кісі. Ол кісі бір қателесіп бір этаптық счеттан челлендж алып алған болатын. Ол кісі бірақ оны өтіп тастаған кезде мен өзім таңқалып қалдым мысалы. Менің өзім бір этаптық алмаймын негізі. Ал ол кісі қолынан келгеннің өзі ол кісі мықты деген білдіреді да мысалы. Сол кісілерге сәлем айтқым келіп отыр. Айбек Қоңырбай деген кісі, қызылордалық, ол кісі танимын. Ол кісі негізі өзінің жұмысы тамадалық, той жүргізеді. Қазір енді тоймен қоса трейдингті алып, қатар алып, сонымен жұмыс жасап жатыр. Ал жаңа Жасұлан деген кісі немен айналысады? Ол кісі қателеспесем вахтада сварщик болып істейді ғой деймін. Және сол сварка істеп жатқан уақыттың аралығында үзілісін сол трейдингті анализ жасауға кетіреді. Одан кейін соңғы уақыттарда да біраз көп еңбектеген кісілер болды. Өткенде Зарина деген кісі болды. Ол кісі де банкте жұмыс істейді ма, ол кісі де жай ғана дәріханаға барып келуге беретін 15 минут уақытын дәріханаға бардың орнына ол кісі анализ жасап солмай маған жіберіп сол еңбектенген болатын. Ол кісі де өзінің нәтижесін көреді деген ойдамын да мысалы. Сондай қарым-қатынаспен адамдар келсе екен деп ойлаймын. Өте керемет. Сізде қандай? Так, менде енді бірінші айта кетейін оқушылар, мен өзім жалпы Ризық академиясына ментор болып кіргелі бір 2 ай болды. Соңғы 2 ай именно онлайн потокта студенттер алғаныма 1 ай болды. 1 айдың ішінде енді әрине сабақтарымыз әлі аяқталмады, бірақ та сол күннің өзінде де бізде жаңағы профтың бірінші этабынан өткен студенттеріміз бар. Ботагөз ханым деген шәкіртім бар қазір оқып жатқан, бірінші этаптан өткен. Қайырбек деген офлайннан оқыған, Қытайдан келіп оқып жатқан студентіміз болды. Ол кісі де осы кеше бірінші этабынан өтіп сол проф компаниясының жасап жатыр. Енді әрине бұйырса бұның бәрі енді сол сабақтың нәтижелері шығып жатқан несі да. Оңай нәрсе емес, бірінші этап дегенде негізі былай айтқан болмаса. Солардың өтіп жатыр. Енді әрине сабақтар аяқталмады. Практикалары керек бұл адамдарға. Алдағы уақытта соның барлығын жасаған кезде нәтижелері шығып кетеді деген сенімдемін. Күшті. Бақшаба ма, бапшаба ма? Екеуі де шапса жақсы. Негізі бақ басыңа келген кезде бабыңда тұрсаң дұрыс қой. Атасың ғой. Бақ басыңа келген кезде бабыңда тұрсаң, өзің дайын болып тұрсаң, сол сәтке, сол кезде барлық нәрсе келеді ғой. Негізі бір қызық нәрсені байқадым. Бізде жалпы Қазақстан ғана емес, біз шәкірттеріміздің арасында басқа елдерден келетін адамдар өте көп. Мысалға, Жекей мырзаның өзі Монғолиядан келіп, бізге осылай Алматыға келіп оқып жатқан кісі. Монғолия бар,
Қарақалпақстан бар, жаңа не бар, Қытай. Қырғызстан бар, Қытай бар, Өзбекстан бар, өте көп солай шет елдерден келіп оқитын адамдар бар. Егер де сіз қазақ тілін түсінетін болсаңыз, және де сол Қытай, Моңғолия, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен қарап отырған болсаңыздар, сіздерде әрдайым есік ашық болады, және де біздің біліміміз сіздерге әрдайым доступны болады ғой. Менен сұрамайсыз ба, шәкірттеріңіз қанша тауып отыр? Нұрбол мырза, шәкірттеріңіз қанша тауып жатыр? Мен осы оқытып бастағанға 2 жыл болған шығар примерно. Енді потологы тапқан 14 мың, 15 мың доллар ма сондайға дейін барған кісілер болды. Одан кейін күнделікті сол $100, $200, $300, $500 деген сияқты. Енді мен осы 2024-ке дейін чисто біз реал счетпен жасайтынбыз. Енді ол кезде сразу нәтиже, сразу ақшаны шығарып аласың деген сияқты. Енді өткен инстаграмда ше енді өте көп актуальный бар еді менде. Шәкірттердің табыстары өте көп болатын. Енді біз инстаграм қайтын ашып жатырмыз, қайтын салып жатырмыз, бірақ соның өзінде де жиналып қалған өте көп нәтижелер бар. Нәтиже маған шабыт береді. Мен енді көбінесе студенттерден біз бар күшімізді салып, білімімізді беріп жасағаннан кейін ол кісілер де бізден нәтижесімен қуантса, ол нұр үстіне нұр болады. Негізінде керісінше өзіміз емес, сол студенттеріміз табыс тапса, біз қаттырақ қуанамыз. Солар соңғы қалмаса екен деген ой бар өзім. Шынымен де сол нәрсе бізге көбірек энергия береді, көбірек қуантады. Осы Қазақстанның экономикасына, отбасыларына, қарапайым адамдардың табыс табуына әсер етіп отқанымыз қатты қуантады. Егер де нәтижелерді көргіңіз келсе, Нұрбол мырзаның инстаграм парақшасына кіріп, нәтиже деген актуалка бар. Енді көп нәтижеміз алдыңғы инстаграмымызда кетіп қалды, бірақ сонда да сол актуалканың ішінде соңғы уақыттар жасалған нәтижелеріміз бар. Соның үшін барлығын ашып қарап шықсаңыздар, кәдімгідей бір $5 5-10 мың долларға дейін жасаған нәтижелерді көре аласыздар. Қосып айта кететін бір жайт бар еді осы жерге. Біз жаңағы шәкірттерге былай айтамыз да, курс сатып алдыңыздар, бірақ міндетсінбеңіздер деп. Енді ол мынандай міндетсінбеген емес та, біз жаңағы айтамыз не үшін ол адам бізге барлығына сеніп әрекет жасамай қалмасын деп. Бірақ бәрібір де жаңағы ментор болғаннан кейін әрбір шәкіртіңе өзіңді міндетті сезінесің. Сол себепті жаңағы тауып кетсе екен, қуанып кетсе екен, өйткені сен үйретіп жатсың, үйретуге міндетті екенімізді сезінеміз да. Сол себепті қуаныш жаңағы содан пайда болады деп ойлаймын, тауып кетсе. Адамдардың разылығы маңызды ғой. Сосын мына нәрсені ашып айтқым келіп тұр. Негізі Жеке мырзаның өзі бізге 6 ай бұрын келіп, біздің курсымызды оқыған кісі, Моңғолиядан келіп оқыған кісі. Мен өз басым бұл кісімен жеке кездесіп, обучениеге қабылдаған едім. Енді қазір мен Жеке мырзаға сұрақ қойғым келіп тұр. Ментор позициясында емес, сізге сол кездегі Ризық академиясының курсын алған шәкірт позициясындағы сұрақ. Сол курсты алардың алдында сізде қандай қорқыныштар болды, қалай сендіңіз, одан кейін қандай өзгеріс болды курсты алғаннан кейін, қандай қорқыныштарыңыз болды, қалай оны жеңдіңіз, осындай сұрақтар қойғым келіп тұр сізге. Так, енді бұны сәл ашығырақ айтып кетейін, тереңірек. Жалпы курсқа келмес бұрын жаңағы біздің именно білесіздер коронавирус себебінен біздің жаңағы құрбы-құрдас достарымыз бір қиын кезеңге тап болып қалды да, барлығы көп андай оқулары қиын болды дегендей. Сондай кезең болып жүрді курстың алдында, нақты бір қай саланы ұстап кетем деген. Жұмыс жағы қиын. Жұмыс жағы да тұрақсыз. Сөйтіп жүріп, енді қызығушылығым болған трейдингқа бұрындары ютубтан жаңағы өзім шамам келгенше үйреніп жүрдім. Сөйтіп жүрдім да, бір үлкен шешім жасаған күн болды енді. Жұмыс тұрақсыз болды, табылмады ешқандай. Алматыға келдім, ешқандай жұмыс жоқ жаңағы. Сосын осы саланы тұрдым да, мен қызығушылығым бар, неліктен бастамасқа. Әрине қорқыныш өте жоғары, өйткені мен бұрындары жаңағы өзім қызығып жүрген кезде қосымша реалмен жасап та көрдім да, сөйтіп қадалып та көрдім. Мен азғантай плюс та болған кездер болды, бірақ қорқыныш болды да. Бұл шынымен жаңа қадалдым мен ақшамды, көзім алдында жоғалып кетті да. Сондай нелер бар екен деп, бірақ та ішімде бір сенім болды кәдімгідей. Өзіме деген сенім болды. Басты нәрсем бұл. Мен жалпы шәкірттерден де қалайтын нәрсем басты сенім болу керек адам өзіне. Сенім болса қандай затты жасайсыз деп. Сол салыстырып көрдім адамдармен. Бұл адамдар жасап жатыр, мен неге жасамаймын деген ой болды курсаларда. Солай курсқа негізі көп нәрсе ойлап былай не болған жоқ. Шешім шығарып курсты алдым. Алғаннан бастап курсқа келгенше енді былай нақты жаңағы айттым ғой, мамандығым ретінде деп, курсты алған моментке дейін ондай болмаған, нақты мамандығым қылып аламын бұны мен деген қосымша ретінде қараған, бірақ курстан кейін кәдімгідей
түсініп бұл саланы. Жаңа айттыңыз ғой, курста адамдардың көптеген жаңағы өзгеріс болады деп келеді да. Менде де сондай адамдардың бірімін. Негізі алғаш келгенде мен тура ақша тауып кетемін деп келген адамның бірімін жалпы. Бірақ та жаңағы жасай келе маған бұл шынайы бетін көрсетті да. Ризық академияның сен қазір курсты мақтап отқаным емес, жалпы өзіме берген әсері да. Курс трейдингтің шынайы бетін маған ашып, бірақ та шынайы беті деген андай енді сіздерге шығын жаңағы жоғалту ғана емес, бұл дегеніңіз кәдімгі еңбегіңізді тұрақты бере алып шыдайтын болсаңыз, ары қарай табысыңыз шексіз болады деген. Бірақ еңбегіңізді беріп шыдауыңыз керек деген. Яғни бұл кәдімгідей андай ставка емес, маған айырмашылығы көрсетіп берді. Сосын мен бұл мамандықты жаңа мамандығым ретінде алсам, демек бұны қателеспейді екенмін деген осындай шешім қабылдауға үлкен көмегін көрсетті жалпы. Керемет. Сол себепте сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі күні міне осындай подкастқа енді сіздердің көзқарастарыңызбен енді осындай нәтижеге жетті деп осы жерге шақырып отқандарыңызға әрине сіздердің арқаларыңыз. Рахмет. Бұл жерде біз шәкірттеріміз бар ғой енді көп, бірақ именно Жеке Мырзаны біз өзіміздің командаға алғымыз келген себеп болды. Ол дейтін өзіміздің принципке келеді да, біздің құндылықтарымызға сай келеді. Адамгершілігі бар, Алланы таныған, адамдарға жақсылық ойлай алатын, біз сияқты адамдарға пайдалы болғысы келетін адам болғандықтан біз Жеке Мырзаны өзімізге ұстап қалдық қой былайша айтқанда. Және өзін жақсы көрсетіп, жақсы нәтижелер жасап, жақсы еңбек еткеннен кейін ол кісіге уже курстан кейін ұсыныс жасап, өзіміздің компаниямызға жұмысқа кіргізіп, ментор позициясына қойып, құдай қаласа қазір уже Нұрбол Мырзаның көмекшісі сол позицияда жүр. Сол оқу барысында да ең үздік студент болды. Барлығын өте әдемі, идеальный жасаған. Сол алдағы уақытта енді сол обучение қызығып жүрген адамдар болса, біз осындай мүмкіндіктерді сыйға тарта аламыз адамдарға. Яғни тек қана оқытып болып, сабақтарын беріп, болды сау болыңдар деген әңгіме емес, соңына дейін жұмыс жасап, если жақсы өзін көрсетіп жатса, өзіміздің компаниямыздан орын береміз. Енді жаңадан бері компания деп айтып жатырмыз. Біздің өзіміздің Ризық Академия атты компаниямыз бар. Ризық есімді. Осы Ризық компаниясының 2025-ке жоспарларымен бөліссек, қандай нәрселер жоспарлап жатырмыз? Қандай әрекеттеріңіз бар? Біз енді қиял деген нәрсе бар, арман деген нәрсе бар. Адам Аллах беріп қойған ғой сондай бір ненше қасиетті. Сол біздегі мақсат өте үлкен, жоспар өте көп. 2025-те біз өте үлкен масштабқа шыққымыз келіп жатыр. Жалпы Қазақстан нарығында үлкен міне деп айта алатындай үлкен академия болып, үлкен компания болып, халыққа үлкен пайдасын тигізе алатын, жалпы еліміздің экономикасына пайдасын тигізе алатын үлкен істер жасағымыз келіп жатыр. Енді подробный алдағы уақытта көресіздер. Қазір басын бәрін ашып айтпай-ақ қояйық, шет жағасын айтайық. Именно осы білім беру саласы мен трейдинг саласында масштабты үлкен әрекеттер жасамақшымыз. Соның алғы шарттарын барлығын дайындап қойдық. Құдай қаласа 2025-те біздің жетістіктерімізді көріп мәз боласыздар деген сенімдемін. Нұрбол Мырзаның өзінің бір жоспары бар 2025-ке. Оның алдыңғы видеоларда шет жағасын айтқан болатынбыз. $100 челлендж жасап, $1 миллион дейін жеткізу мақсатыңыз бар. Осы бойынша ашық айтып берсеңіз оқырмандарыңызға. Бізде енді көбісі қазір трейдинг оқып жатқан кісілер болсын, эксперттер болсын, мен ойлаймын, біздегі солармен салыстырған кезде біздің мақсатымыз более андай сияқты, үлкен ұлы іс сияқты ретінде қараймын өзім. Енді мақтанған емес, бірақ та өзімді қатты шабыттандырған бір жобалардың бірі болып тұр да. Өйткені енді қазіргі біздегі Америкамен салыстырған кезде біздегі орташа табыс көзі өте аз да бізде. Сол себепті де біз аз суммадан осындай деңгейге жету жолын ұлы іс ретінде қалыптастырып, сол жақта үлкен еңбек еткіміз келіп жатыр. Ол қарапайым $100 уже бастап жасап кеттік. Өткен YouTube каналда кірсеңіздер, алғашқы қадамдарын көрсеткен болатынбыз. Сөйтіп 6 ай бойы 2025-нің алғашқы жарты жылдығында осы $100 бастап алғашқы $1 миллион дейінгі жететін жолды полный сіздерге бөліскіміз келіп отыр. Енді ол жердегі мақсат $1 миллион емес болып тұр негізінде, ашығын айтқанда ше. Ол жердегі мақсат соған жету жолындағы әртүрлі факторлар бар да. Біріншісі
стратегия. Сонда мысалға біз көбісі жаңағы не себепті трейдингке келе салып тұрақты табыс таппайды, өйткені ол стратегияны дұрыс жұмыс жасата алмайды дедік та. Сол дұрыс жұмыс жасата алатындай қылып стратегия қалыптастыру ең бірінші басты нәрсе. Екінші нәрсе, соған жету жолындағы тұрақтылық, дисциплина, ол бөлек не болып тұр да, еңбек болып тұр да, күш болып тұр да. Үшіншісі ол психология. Төртіншісі ол уже нәпсімен күресу. Вот осы нәрселердің барлығын біз жинап алып келіп үлкен бір продукт қылып жасайтын болсақ, мысалға да, мысалға неге үлкен жетістікке жеткен адамдар менің жеткен жолым деп мысалға өзінің білімдерімен бөліседі ғой. Дәл солай мысалға ғалымдар да белгілі бір жобаны жасау үшін мысалға қарапайым жаңағы лампочканы алайық та, кім Томас Эдисон лампочканы шығару үшін 10.000 рет қателескен. 10.000 рет қателескен, оның өзіне қанша уақыт жұмсаған, қанша қателік жасаған деген сияқты. Дәл солай бізде сондай, қараңыз енді, лампочка қазір бізге қандай мүмкіншілік, қандай пайдасын тигізіп отыр деген сияқты. Дәл солай біздің дәл қазір Қазақстанда актуальный нәрсе ол ақша болып тұр да. Ризық мәселесі, табыс мәселесі. Қазір бізде ақша өте құнсыз, теңгеміз. Ақшаның бәрі сыртта. Енді ақшаның бәрі сыртқа кетіп жатқаннан кейін Қазақстан не істейді? Қазақстанға ақша керек қой, ішкі айналымға ақша керек болғандықтан Қазақстан амал жоқ теңгені шығаруға керек болады. Ал теңге шығарылған сайын не болады? Құнсыздана береді. Құнсызданғаннан кейін не болады? Қымбатшылық болады. Қымбатшылық болғаннан кейін адамдардың кредитқа кіреді, қарызға кіреді, өмір сүру жағдайы өте түсіп кетеді. Ал егер де біз қараңыз, жаңағыдай әр адамға жаңағы осы 6 ай бойы жасаған психологиямызды, дисциплинамызды, нәпсімен күресімізді, стратегиямыздың барлығын, сол жолдың бәрін сабақ қылып, үлкен материал қылып, үлкен жоба қылып жасап, деп басына құятын болсақ, ол адамдар миллион таппай қойсын, алғашқы бір $10.000 тапсын, $100.000 жетсін. И сөйтіп біз мысалға 1000 адамға, 2000 адамға сөйтіп общий соларға сондай жетістікке жеткізе алатын болсақ, біз Қазақстанға экономикасының жаңағы өсуіне 1% болса да әсерімізді тигізе алсақ, ол үшін ол кезде уже өмірден достойно өтуге болады деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде Аллах бәріне де беріп жатыр ғой, жануарға да беріп жатыр, адамға да беріп жатыр, жейтін асын ше. Енді бірақ адамның ерекшелігі не ол жерде? Адамға сана берді да. Адамға біріншіден рухты жаратқан кезде бұл көбісі айтады ғой енді жаңағы адам ата алманы жеп қойғаннан кейін сынақ ішінде ретінде түсірілді деп ше, жерге, бірақ та олай емес та, негізінде көбісі солай қателеседі. Ол жерді жаратпай тұрып негізі рухты жаратты ғой. Вот алдын ала уже жерге рухтың түсетінін пландап қойған болатын да. Ал рухты не үшін түсірді адамды жерге? Сол жерді көркейтсін, дамытсын деп түсірді да. Вот біздегі мақсат не болып тұр? Сол жердің дамуына, енді ол жеңісіне бүкіл әлемге әсер ете алмайтын шығармыз, бірақ өзіміздің елімізге әсерімізді тигізе алсақ, өзіміздің елімізге пайдамызды тигізе алсақ, онда біз достойный жаңағы бұл өмірден бір мәнді түрде өмір сүре алдық деп айтуға болады да. Бұл ісіміз Құдай қаласа жүзеге асса, ұлы іс болайын деп тұр. Және де беретін халыққа мүмкіншілігі өте көп болайын деп тұр. Білім жағынан да, табыс жағынан да, нәпсі жағынан да десең, өмірдің жағдайын жақсарту жағынан да өте үлкен көмек болайын деп тұр. Біз енді осы мақсатта, осы мүддеде академиямызбен, компаниямызбен бір мақсатқа жұмыс жасап жатырмыз. Енді подкастымыздың аяғына келдік. Подкастымыздың аяғын топшылай келе, осы 2024-те бізбен бірге болған барша көрермендерге, оқырмандарға алғыс айтқымыз келеді. Осы Ризық академиясымен бірге болып, бізді қолдап, көмектесіп, әрдайым жақсы комментарий жазып, лайк басып қолдап жүрген адамдарға алғыс айтқым келеді. 2025-те сіздерге үлкен табыс, сәттілік, бақыт тілейміз. Және де бізге де сондай сәттілік тілеп қойыңыздар. Үлкен еңбек жасап, сіздерді әрі қарай қуантуға тырысатын боламыз. Подкастымыздың аяғына таман, қазір енді әр кісіден бір сөзден сұрайым. Сіздерге қандай тілек тілей алады және қандай кеңес айта алады, сол бойынша бір кеңес сұрайық. Жеке мырза, оқырмандарға, көрермендерге қандай кеңес, ізгі тілек айтасыз? Жалпы енді бұны тек қана трейдинг саласына байланысты ұсыныс емес, жалпы адам қаласа өмірде әр нәрсеге қол жеткізе алады.
именно енді трейдингқа келетін болсақ, бұл бізге үлкен мүмкіндік. Әр күніміз бізге қаншама мүмкіндік береді трейдингті. Жаңа айттық қой, құласа да өссе де пайда сізге. Былайша айтқанда қандай ситуациясында сізге пайда келіп тұр. Сізден жасайтын бір әрекет білімді ғана үйрену, тек қана. Ақшаға да уайымдамай, білімді үйренсеңіз, ақша өзі келеді артынан. Сол себепті де фокустарыңыз дұрыс нәрседе болсын, бастысы, ниеттеріңіз дұрыс болсын деп. Сол қолдау көрсетіп осы сайтқа курсты алатын адамдарға үлкен рахметімізді айтамыз. Әрине. Сол ары қарай 2025 табыс тілеймін барлығына. Самғар мырза, ізгі тілектеріңізбен, кеңестеріңізбен бөлісіп жіберсеңіз. Бірінші, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын деймін. Одан кейін жаңағы талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой деген болса, сол әркім өзінің еңбектенгеніне байланысты жемісін көреді деген ойдамын. Сол себепті көбірек еңбектенейік. Нұрбол мырза. Мен айтатыным, осы уақытқа дейін қолдап келген барша біздің оқырмандарымызға Алла разы болсын, барлықтарыңызға ризамыз, қуаныштымыз бізбен бірге болғандарыңызға. Және де алдағы уақытта 2025 жылы сіздерге үлкен табыс, сәттілік, денсаулық, бақыт және де тынбай еңбек етіп, былайша айтқан кезде бұл өмірде ең арзан нәрсе ол дүние ғой. Сондықтан дүниені уайымдамайтындай деңгейге жетуге Алла нәсіп етсін. Ал біз өзіміздің тарапымыздан Ризық Академи болып, солай өмірдегі табыс жағынан қиналмай өмір сүрулеріңіз үшін кішкентай да болса әсер етуге дайынбыз. Ол үшін біз өзіміздің трейдинг саласындағы инвестиция және қаржылай сауаттылық бойынша білімдерімізбен бөлісуге дайынбыз. Егер сізге осы курс қызық болса, бізде шебер трейдер атты курс бар. Ол жерде біз нөлден бастап профессиональный деңгейге дейін жеткізетін толыққанды 20 сабаққа жиналған кері байланысымен сабақтарымыз бар. Онлайн және офлайн форматта үйретеміз. Толық ақпарат алғыларыңыз келсе, видеоның астында WhatsApp сілтеме бар. Соған жазсаңыз, менеджерлер шығып, толық ақпарат беретін болады. Егер подкаст ұнаған болса, өздеріңіздің ұнаған сәттеріңізді, инсайттарыңызды, ойларыңызды комментарийға міндетті түрде жазып жіберіңіздер. Сіздерге бір сыйлық дайындап қойдық деп басында айтқан болатынбыз. Ең жақсы, ең көп лайк жинаған, ең әдемі жазылған комментарийға біз өзіміздің тарапымыздан $10,000 бір проп компанияның счетын сыйлайтын боламыз. Өтілмеген новый счет, соны сіздерге сыйлайтын боламыз. Соңына дейін отырып көргендеріңіз үшін және де осылай керемет инсайттар жазып, комментарий жазып бізді қолдағандарыңыз үшін. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Алдағы уақытта осы бағанағы айтып кеткендей челленджіміздің бүкіл процесімен бөлісетін боламыз. Осында подкасттармен бөлісеміз, пайдалы ақпарат білімдермен бөлісеміз. Сондықтан каналды үнемі бақылап отырыңыздар, жіберіп алмаңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.